اللهم صل على محمد وآل محمد. Шынымен де барлық мақтау Алла Тағалаға тән. Алла Тағаланы мақтаймыз. Алла Тағаладан жәрдем тілейміз. Күнәларымыз үшін кешірім сұраймыз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, сондай-ақ істеп қойған істеріміздің кесірлерінен Алла Тағалаға сыйынамыз, пана сұраймыз. Кімді Алла Тағала тура жолға салса, оны адастырушы жоқ. Кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Аллахтан басқа тәңір жоқтығына және оның серігі жоқ, жалғыз екендігіне, сондай-ақ Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік береміз. Сондай-ақ пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауатын, сәлемін, рахымын, берекелерін тілейміз. Сондай-ақ оның ізімен жүрген ізгі сахабаларға, сондай-ақ сахабалардан кейінгі буындарға, баршасына Алла Тағаланың жақсылықтары тие берсін. Құрметті жамағат, біз сіздермен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баяны атты имандасу дәрісіндеміз. Өткен дәрісімізде Алла Тағаланың сәттілігімен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Әл-Муддассир сүресінің алғашқы аяттары, алғашқы жауапкершілік амалдар, алғашқы принциптер түсірілгеннен кейін ол кісі сол айналасындағы өзі жақсы танитын қоғамдағы ең зиялы адамдарды шақыра бастады. Міне сол кезде біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жалпы әйел заты тұрғысынан ең бірінші иман келтірген өзінің жұбайы, адал жары, пайғамбарлыққа дейінде пайғамбарымыздың көңіліне мұңына дос болған, адал болған Хадиша анамыз радиаллаху анха. Сондай-ақ пайғамбарымыздың қыздары және пайғамбарымыздың азаттық алған Зайд ибн Хариса деген қызметшісі, және де Абу Толибтің баласы Али радиаллаху анху пайғамбарымыздың қамқорлығында болған. Өткенде біз айттық, Аббас Абу Толибтен экономикалық жағдай қиын болған кезде Жақфарды өз қолына алып, пайғамбарымыз Алиді өз қолына алған еді. Көмек болсын деп ағатайларына, көкелеріне. Міне сол содан кейін қоғамдағы Абу Бакр радиаллаху анхудың иманға келуі. Кейін Абу Бакрдан кейін Абу Бакр бірте-бірте өзі жақсы танитын қоғамдағы зиялы адамдар, сол адамдарды бірте-бірте тартып, Осман ибн Аффан, Абу Бакр радиаллаху анху 38 жаста болса, Осман ибн Аффан 34 жаста еді. Абдурахман ибн Ауф 30 жаста. Өстіп Абу Бакр бірте-бірте осы кісілерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдына әкеле берді. Оларда осы ақиқатты іздену жолында болған. Сондай-ақ Саад ибн Аби Ваққас 17 жаста ол кезде. Толха ибн Убайдулла және Зубайр ибн Ал-Ғауам екеуі де 13 жаста. Бәлкім жаңағы біреу 12, біреу 13 жаста кітаптарда келгені бойынша. Жалпы екеуі де хижраның 35 жылы сол Осман радиаллаху анху заманында, Осман радиаллаху анху өлтірілгеннен кейін бір жылдан кейінгі сол фитнаның ықпалында болған жылдарда екеуі бірге қаза тапқан. Толха мен Зубайр екеуінің бірге қайтыс болуының өзінде де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол исламға келген күнде екеуін бір-біріне бауырластырып қойған еді. Бір-біріңе жақын болыңдар деп. Екеуі де 13 жастағы балалар. Міне осындай адамдар, қоғамдағы ең зиялы адамдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі айтқандай, хиярукум фил жахилияти хиярукум фил ислами иза фақуху. Исламға дейін қоғамдағы ең жақсы болғандарың, яғни адамгершілік құндылығы тұрғысынан, ақылы сау, мысалы, жаңағы ақылы сау деген кезде, жаңағы мысалы Абу Бакр радиаллаху анхулерге қарасақ, олар бұл күнге дейін пұтқа табынбаған, олар мүсін сипамаған, бұлар мүсіннің алдына келіп шалынған құрбандықтан ет жемеген ешқашан. Міне, бұлар сол ақыл да сау, әрбір істейтін нәрсесі
істейтін нәрсесін ойланып істейтін адамдардан болған. Яғни бәрі істеп отыр екен деп істей берушілерден болмаған. Әрқайсысы өзінің істейтін нәрсесін ойланып істейтін адамдарда болған. Бұндай адамдар әрине қоғамда аз болады. Өйткені жалпы толқын алып кете береді көпшілікті. Міне сол кездегі ең зиялылары, зиялы деген сөз түсініңіздер. Зиялы деген адамнан намаз кешікпейді ешқашан. Зиялы деген адамнан иман кешікпейді. Абай атамыз айтқандай, ақылды адамға иман парыз, иманды адамға ғибадат парыз деп айтып отыр ол кісі мысалы. Зиялы адамнан иман, жақсылық, намаз деген нәрселер ешқашан кешікпейді. Міне кешікпеді. Міне қараңыздар, Абу Бакр келді, иманға келді. Осман ибн Аффан 34 жаста келді. Абдурахман ибн Ауф 30 жаста келді. Сағат ибн Аби Уаққас келді 17 жаста. 13 жастағы Талха мен Зубайрлар келді міне. Осылайша бұл ең алғашқы бірінші жауап берген осылар. Өзі пайғамбарымыздың өмірбаянын жазатын кітаптардың барлығында әуелгі иман келтіргендер осылар. Пайғамбарымызбен қосқанда өздері бір 8 адам. Алғашқы жауап берген ерлер. Содан кейін ғұламалар жаңағы ең бірінші иман келтірген өзі жалпы кім болып кетті деген кезде әйел адамдардан Хадиша анамыз, жас балалардан 10 жаста Али радиаллаху анху және ер адамдардан қоғамдағы ол Абу Бакр радиаллаху анху деп. Міне осылайша иманға қарай адамдардың жүректері ұмтылып жатыр Алла тағаланың қалауымен. Бұл адамдар ары қарай жұмыс істеп, мысалы Абу Убайда ибн Жаррах деген 27 жаста деп келеді. Алла тағала жақсырақ біледі. Абу Убайда ибн Жаррах деген сахаба келеді. Өзінің аты Амир, бұрынғы негізгі аты Амир. Абу Убайда деп көбінесе лақап атымен, күния атымен танылған халықтың арасында. Сол бетінде сол өмірінің соңына дейін сол атпен танылды. Абу Убайда ибн Жаррах деген кісі. 27 жаста пайғамбарымыз саллаллаху жаңағы кісілерден кейінгі келген адамдардың бірі осы кісі. Пайғамбарымыз саллаллаху мен анау Фикр деген атасы 10-шы ата. Фикрді Құрайш деп те айтады, ортан белі. Пайғамбарымыздан Аднанға дейін 20 ата көтерілсе, соның ортасы 10-шы атасы Фикр, яғни Құрайш деп келген. Осы Фикр атада Абу Убайда ибн Жаррахпен пайғамбарымыз бірігеді. Ар жағында аталары бөлек. Астыға қарай аталар ажырап кете береді. Одан кейін Абу Салама иманға келеді. Абу Салама бұл кісі Абу Лахабтың күңі болған, Суайба деген. Абу Лахаб әлі оған келеміз өмірінде. Абу Лахаб пайғамбарымыздың көкесі. Дәл осы кездерде пайғамбарымыздың көкелерінен Абу Толиб тірі, Абу Лахаб тірі, Хамза тірі және Аббас тірі. Осы төртеуі. Қалғаны қайтыс болып кеткен. Дәл осы уақытта осы пайғамбарымыздың 4 көкесі осылар тірі. Бұның екеуі Хамза мен Аббас иман келтіреді. Хамза ертеректе келтіреді, оған келеміз Аббас Мекке ашылған жылы, Мекке ашылатынға жақын уақытта деп келген бір риуаятта келеді. Абу Толибтің өміріне де әлі келеміз, толық Абу Лахабтың өміріне толық келеміз. Ол екеуі иман бұйырмады. Міне сол Абу Лахабтың Суайба деген күңі Хамзаны емізген ең әуелі. Хамзаның сүт анасы Хамзаны емізген, өткенде айттық қой. Жаңағы анасында сүт болмаған кезде арнайы емізетін адамдарды жалдап, әйтеуір бала емізілу керек. Ана сүті деген өте бірінші орынға қойылған нәрсе, жайлауға барып емізсе де ананың сүтін емеу керек бала. Осындай хақысы сол жахилет дәуірінде ерекше берілген балаға. Сол Хамзаны, Суайба Хамзаны емізген. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху дүниеге келген кезде Суайбаның Абу Лахабқа сүйінші айтып келген айтылды. Амина Мұхаммедті туды, кішкентайлы болды, Абдуллаларды бала болды деген нәрселерді айтылған кезде сен азатсың деп Суайбаға сол жерде азаттық сыйлап жүрген. Азаттық сыйланғаннан кейін де қасында жұмыс істеп жүре береді, үйінде қызметші болып, оны азаттық алған қызметші деп атайды. Жалпы араб терминологиясында Құранда мәулә деп атайды. Құл дегенде абд десе, мысалы, азаттық алғанда мәулә деп атайды, азаттық алған қызметші. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху емізді Суайба. Пайғамбарымыз саллаллаху кейін Абу Саламаны емізген. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху Абу Салама деген кісімен жаңағы сүт бауыр, Хамза үшеуі сүт бауыр болып тұрды сонда. Міне осы Абу Салама да исламға келеді. Абу Салама деген, Умму Салама деген әйелі болады. Жалпы
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға 13 жылдан кейін хижра бұйрығы берілген кезде ең әуелі көшкен, тарихта айтылады, ең әуелі Мединаға көшкен осы Абу Салама. Артықшылықтарының бірі, осы Абу Салама Мединаға ең бірінші көшкен адам деп айтылады. Абу Саламадан кейін Убайда ибн Харис ибн Ал-Мутталиб. Ал-Мутталиб дегеніміз бұл Хашимнің бауыры. Хашимнің бауыры Ал-Мутталиб, туған бауыры. Хашим Шам елдеріне сапарға барып жүрген кезде өткенде айтылған, естеріңізде. Сол жақта жаңағы қайтыс болып Мединада үйленген кезі бар еді. Сол кезде Шайба деген бала дүниеге келеді. Ана баланың жаңағы шашы ақ болғандықтан Ақшаш Шайба деп аты қойылғандығы. Кейін жаңағы Хашим дүниеден осып кеткеннен кейін туған бауыры Мутталибтің сол жаққа барып, сол бала туралы естіп, оны анасынан сұрап, алып келіп, сөйтіп Абдул-Мутталиб деген баланың пайда болатындығы. Абдул-Мутталиб бұл пайғамбарымыздың атасы. Сонда жаңағы Хашимнің Ал-Мутталиб деген бауыры болады. Сол Мутталибтің Харис деген баласынан Убайда деген кісі дүниеге келген. Осы Убайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туысқаны, жаңағы Мутталибтің 48 жаста деп айтылады сирада. Пайғамбарымыз ол кезде 40 жаста болса, ол кісі 48 жаста. Кейбір риwаяттарда 50 жаста деп айтылған. Яғни пайғамбарымыздан 8-10 жас үлкен Убайда ибн Ал-Харис деген пайғамбарымыз туысқаны. Бұл да мысалы бұл кісі 63 жасқа келіп қайтыс болғандығы айтылады. 63 жасқа келіп кейін келерміз Бадыр шайқасында. Бадыр шайқасы болған жылы, хижраның 2-ші жылында. Бадыр шайқасында өзі әдет дәстүр бойынша соғыстан бұрын жекпе-жек деген нәрсе болады. Сонда Құрайштар жаңағы кәпірлер тарапынан Шайба ибн Робиға, Утба ибн Робиға, Әл-Валид ибн Утба деген 3 кісі шығады. Шайба мен Утба екеуі ағайын деді. Солар шығып жекпе-жекке шақырған кезде ансарлықтар шығады. Бірінші ансарлықтың бір жас жігіттері біз шығайық деп шыққан кезде жоқ, бізге өз еліміздікі керек дейді. Өз ағаларымыздікі керек болып тұр, ағайынымыздан шықсын дейді. Сондай дәрежеде болады. Сол кезде оларға қарсы Хамза, Али және осы Убайда ибн Ал-Харис шығады. Бұл кісі ол кезде 63 жаста жекпе-жекке шығып жатыр. 63 жаста жекпе-жекке шығып жатыр, ойлай беріңіз. Бадыр шайқасында. Міне сондықтан жастың өзі қандай болған, иманның сыналатын уақыттары келгенде жасқа қарамайды екен. Сонда Хамза жаңағы Шайба ибн Робиғаны сол жерде жекпе-жекте өлтіреді. Али радиаллаху анху Әл-Валид ибн Утбаны өлтіреді жекпе-жекте. Бұл кісі жаңағы Утба ибн Робиғамен жекпе-жекке шығады. Сол кезде шыққан кезде, екеуі де біргеге бұрған кезде, бұл кісінің жаңағы қолына қарай тисе, ол еңкейіп қап сирақтан кеседі. Сол кезде Утбан жаңағы сирағына кесіліп қап құлайды, жаңағы осы Убайда ибн Ал-Харис мұсылмандар тарапынан. Сол кезде Хамза кімнің көріп атқанын көріп, Хамза мен Али жаңағы кімді сол жерде өлтіреді. Сөйтіп жекпе-жек мұсылмандардың несімен аяқталады, жеңісімен. Бірақ ан жақта адамдар сол нәрсені көтере алмай қарсы шабуылға қарай жүгіріп кетеді, мұсылмандарға қарай. Жалпы болғанда өзінің бір уақытында келерміз. Осы жарақаттан мұсылман әскеріне қарай көтеріп алып келеді Хамза мен Али радиаллаху анху Убайда ибн Ал-Харисті. Сол кезде 63 жаста сол жарақатынан қайтыс болып кетеді, шахид кетеді. Сол кезде пайғамбарымыз айтқан, мен Алла тағалана куә қыламын, сен шахид кеттің деп. Міне осындай бұл кісілердің әрқайсысы қазір бұл уақытта олар білмейді ғой, ертең қалай болады тағдыр. Көрдіңіз бе? Бізде қазір мысалы оқып жатқан кезде жаңағы Абу Бакр, ол Абу Бакрдың ертең пайғамбарымыздан кейін бірінші халифа болатындығы, ол білмейді оны әлі. Бірақ қараңыз қандай адамдарды таңдап отыр. Зиялы адамдар деген кезде ойлаңыз, ол тек қана жаңағы 5 уақыт намаз оқып, 5 уақыт ұстайтын адамдар емес. Олар ислам үшін өмір сүретін адамдар да. Сондықтан біздің де жүректерімізден исламға, иманға, сүннетке деген махаббат кішкене бір ұлылық мағынаға иелену керек. Тек қана жаңағы бір сыртқы нәрселерді көрсету үшін емес. Сонда Абу Бакр радиаллаху анху ертең халифа болады. Анау Усман мысалы айтайық, 12 жыл халифалық қылады. Оның кезінде анау Азербайжан, Армениялар ашылады. Жаңа Абу Бакрдың өзінің кезінде мысалы қаншалықты әрекеттер жасалады. Мысалы пайғамбарымыз дүниеден оза сала бір адамдар келеді де намаз оқымай ақ қоямыз ғой деймін дейді. Зекет бермейтін сияқтымыз деген нәрселер. Ойлаңыз, пайғамбарымыз жоқ,
билік Абу Бәкірде тұр. Не істей аласың? Не істеледі? Қандай шешім қабылданады ол жерде? Осындай жағдайларда шешім қабылдай алу үшін ол бұрыннан бұрын Құранмен піскен адам болу керек. Ол пайғамбарымыздың күллі жан дүниесін түсінген адам болу керек. Ол шығаратын шешімінің өзінде ол сол жерде халықты қанағаттандыра алатын шешім болу керек. Сондықтан бұл кісілердің әрқайсысы өз алдына сондай ұлы тұлғалар, барлығы ұлы тұлғалар. Және ерекше бір несіне келетін болсақ, осы Абу Убайда ибн аль-Жаррахты қосқанда жаңағы кешегі Зубайр, Тольха, Абдурахман ибн Ауф, Сағд ибн Аби Ваққас, Аби Бәкір, мысалы айтайық, Али радиаллаху анху, Османдарды қосқан кезде пайғамбарымыз бұлардың барлығын тірі кезінде жәннатпен сүйіншілеген адамдар. Сол тірі кезінің өзінде жәннатпен сүйіншілеуіндегі, мысалы неге осы 10 адамды ғана пайғамбарымыз сүйіншіледі дегендей. Жалпы енді сахабалардың барлығы біздің назарымызда күллісі жәннаттық. Өйткені Алла Тағала әрқайсысына радиаллаху анхум ва раду анху деген жаңағы бағасын беріп қойған Құранда. Алла олардан разы, олар Алладан риза дегендей. Бірақ неге деген кезде осы 10-ына қарасаң, мына жақ қырынан қарасаң да, мына жақ қырынан қарасаң да саған жол ашып тұратын адамдар. Әрбір сахабаларға осы 10-ға қарап жүруін жаңағы көрсетіп қойды. Осы 10-ның бойында енді жәннаттық амалдардан басқа амал жоқ дегендей нәрселер. Көрдіңіз ғой. Сондай-ақ олармен бірге 10-шы болып сүйіншіленген ол Сағид ибн Зайд деген сахаби. Ол кісі де 27 жаста деп келген. Үйленген отбасы болған. Ол кезде Сағид ибн Зайд әйелі Фатима. Фатима бинтул Хаттаб, Омар радиаллаху анхудың қарындасы. Омар радиаллаху анху әлі бұл кезде дінге әлі келген жоқ. Оның өзінің кезегі бар. Алла Тағала белгілеп қойған жоспарда. Дәл осы уақытта Омардың күйеу баласы бұл. Омар радиаллаху анхудың күйеу баласы. Өйткені Омардың туған қарындасы Фатиманың күйеуі. Сағид ибн Зайдтың өзінің өміріне келетін болсақ, бұл Сағид ибн Зайд қайдан келді? Бұл қалай пайғамбарымызға жауап бере қойды деген нәрсеге сұрақ қоятын болсаңыз, бұл кісінің әкесі Заид ибн Амру ан-Нуфайл. Бұл кешегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан, мен дейді, Иса үмбетімен тірілгенде, сосын мен тірілгенде махшарда екеуміздің арамызда бір адам тіріледі дейді, жалғыз өз үмбет болып. Ол сол Заид ибн Амру деген. Өйткені өз өмірінде шындықты іздеп, кешегі Варақа ибн Науфалмен дос болған бұлар. Варақа ибн Науфал тағы 5-6 адамдар болған. Соның ішінде аяғына дейін осы Ибрахимнің дініндемін деп өткен өмір бақи. Алладан басқа тәңір жоқ. Ханиф діні пайғамбарымыз келгенге дейінгі Иса алейхиссаламнан кейінгі түзуліктің сақталғанын ханиф деп атайды. Ханиф деген таза Аллаға ғана құлшылық қылу, таза Алланың өзін ғана құдай тану болды. Міне осы Заид ибн Амру пайғамбарымыздың жаңа сүйіншісінде жалғыз өзі бір үмбет болып тіріледі деді. Көрдіңіздер ғой? Осы кісінің баласы бұл Сағид деген. Ол пұтқа жақындамаған адам, сыйынбаған адам, пұтқа сойылған малдан жемеген адам. Тіпті өткенде айттық қой, біреу барып тірідей қызын көмейін деп шығып кетіп бара жатса, үйінен қызын алып қойып, мен бағайыншы бұны дейді екен да. Осындай әкенің қолында өскен бұл Сағид. Түсіндіңіздер ғой? Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келгенде сол әуелгі жауап берушілерден болуы бұйырылды. Әйелі отбасымен кіріп жатыр, қарап отырсаңыздар, Сағид ибн Зайд және Фатима бинтул Хаттаб әйел екеуі бірге кірді. Яғни Хадиша анамыз пайғамбарымыздың қыздарынан басқа тағы бір әйел келді дегендей нәрсе. Көп ұзамай Али радиаллаху анхудың ағасы Джафар ибн Аби Толиб және оның да әйелі Асма бинт Унайс, әйелінің аты Унайс, Асма. Сол Джафар да иманға келеді әйелімен. Міне, ерлі зайыптылар кіріп жатыр. Көрдіңіздер ғой? Ерлі зайыптылар да дінге қарай кіріп жатыр. Осылайша Айяш, оның да әйелінің аты Асма. 3 Асма жалпы өзі. Айяштың әйелі, Джафардың әйелі және Абу Бакр радиаллаху анхудың үлкен қызы Асма. Осылар кірді дінге. Сондай-ақ жаңағы Хаттаб ибн Харис деген 2 ағайынды сахаба кіреді. Сол екеуі кіреді. Екеуінің де әйелі, біреуінің әйелінің аты Фатима, біреуінің әйелінің аты Фукайха. Осылайша қарасаңыз, міне әйелдер де бір 10 шақтыға жойды өз санасы. Жалпы бір 40-қа
жуық адам қосылды дейді осы жерде. Осы кезеңде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қатарына шамамен 40-қа жуық адам қосылды. Іштерінде жаңағы әйелдер бар, ер адамдар бар, барлығы зиялылар. Сондай-ақ солармен бірге дін ақиқат таңдамайды. Ақиқат деген бүкіл адамның жүрегіне келген нәрсе. Сөйтіп бұл Абу Бәкірге кірді. Ол Билалға да барды. Билал деген Умайя жаңағы Ибн Халафтың құлы еді. Ол құл, азаттық алмаған әлі. Мысалы, сол имам қап-қара мысалы өзі хабашилік, өзіңіз ойлаңыз да. Хабашилік құлдың жүрегіне кірді, Алланың махаббаты. Иман кірді да. Осылайша иман әр жерге кіріп жатыр, қоғамдағы әрбір жағдайға. Аммар ибн Ясир, мысалы. Аммар ибн Ясир оларда Меккеден сырт кейінірек көшіп келіп Меккеге орныққан адамдардың көбісі Меккеге келіп орнығардың алдында белгілі бір румен одаққа отыратын. Мысалы, Аммар ибн Ясир, оның әкесі Ясир, анасы Сумайя, бұлар Меккеге келген кезде бұлар Махзум деген ру. Махзум деген ру бар. Жалпы жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұлар алтыншы атада бірігеді. Сол бірақ кейін жаңағы Махзум деген бөлек ру кетеді өзінің ішінде. Сол Махзум өз алдына бір ықпалды ру, мысалы. Хашимиттер өз алдына бір ықпалды ру дегендей. Құрайштықтар деген нәрселер. Осының барлығы әрбір ықпалды бір руға барады да, жаңа көшіп келген адам сонымен одақтасып, соның қамқорлығына кіреді. Яғни қазір сөздерде жаңа айтады ғой, бір андай бір не сөздермен айтылады ғой. Крышабат ету деген нәрсе. Сол заманда да өзіне сондай бір қажеттілік болған. Көрдіңіз бе? Соның қамқорлығына кіреді. Сол оны қамқорлап тескізбей отырады басқаларға. Сондай-ақ өздерінің арасында келісім бар, егер біздің руға зиян тигізсе біреу, сіздермен бірге сіздің руды қорғаймыз деген. Кәдімгі осындай серттер, осы серттер орындалып барлық істеп жатады. Мысалы, Аммар ибн Ясир оларда жаңағы осындай Меккенің өзінен емес еді. Оларда әлсіздік деген нәрседе осындай нәрселер болады. Өзінің бұрыннан бері туған отан емес, екіншіден өзі біреудің қамқорлығында, олар егер қамқорлығын шеше салса, жағдай қиын болып кетеді. Не болса, Аммар ибн Ясир иманға келеді. Кейін ол кісі әкесі мен анасына уағыздайды, сөйтіп анасы иманға келеді. Біраз уақыттан кейін әкесі иманға келеді. Міне, бұлардың осы иманға келтіріп жатқан кезі әлі ешкім ештеңе білмейді. Әлі бұлардың иман келтіріп жатқанын ешкім білмейді. Сөйтіп бұлардың саны 40-қа асты. Кейін жаңағы өздеріне бұйырылған намаздарды бұлар таңғы уақытта шығып кетіп намазда Меккенің сыртындағы бір таулы аңғарларда адамдар көп жүре бермейтін бір жерге тығылып оқиды. Сол жақта намазды да оқиды бұлар. Сондай-ақ пайғамбарымыз оларға түсіп жатқан аяттардан айтады. Кешкі уақытта ақшамнан алдын екіндінің кезінде барып бір намазды оқиды да, сөйтіп ақшамға қарай қайтып келеді, ауылға қарай. Жеке-жеке тарап, кезек-кезек шығып деген нәрселер болады. Бұл енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ыждағаты Алла тағала өзі көрсеткен нұсқау солай болады. Яғни дінді жасырын ұстаныңдар деген нәрсе. Өйткені өзі айтқандай, бәдә әл-исламу ғурибан. Ислам деген өте бөтен басталды дейді. Бөтен деген сөз, адамдар өздерінің бұрынғы үйреніп қалған жолдарымен қарап, жатырқап қарайды бұл дінге. Жатырқайды бұны. Көңілі бара қоймайды бұған. Жатырқайтын. Міне сол жатырқайтын жаңағындай қасиеттерін пайғамбарымыз ескерді. Дінді сол кезде жасырын насихаттап жүруінің өзі сол кезде мысалы айтайық. Сонда ол бір қоғам түсіне алмайтын қоғамның санасын ескеру үшін істелген нәрсе ғой, өзіңіз ойлаңыз. Әйтпесе ол нұр Алладан келген да. Міне, бірақ ол нұрды көтере алмайды бүгінгі көп адамдар. Сол нәрсені істеп жүрген кез еді. Мен сондай бір намаздарын оқып жатқан кезде Сағат ибн Аби Уаққас сол жақта болады. Бір Құрайштан жаңағы бір адамдар көріп қалып, бұларға не істеп жатсыңдар, мыналарың не дегендей бір сөздер айтып қалады, тіл тигізіп қалады. Сол кезде жаңағы Сағат ибн Аби Уаққастан эмоция кетеді да, бір сүйекпен жаңағы сол жерде жатқан түйенің басы, қаңқасы жатады. Сонымен келіп ананың басынан бір қояды. Сонымен оның жаңағы маңдайынан қан ағады деген нәрселер болады. Бұл оқиғадан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келесі өзінің жаңағы нұсқауын береді. Сөйтіп алғашқы иман келтіргендердің ішінде 17 жастағы Әл-Арқам ибн Абил Арқам деген сахаба, міне сол исламды қабылдайды. Әл-Арқам ибн Әл-Арқам ол да Махзум руынан болған.
Махзум руынан болған, Абу Салама да Махзум руынан. Осы Махзум руы мен Хашим руының арасында кішкене бір келемеждер болады. Жаңағыдай бір тартыстар, қайшылықтар болып тұрады да. Мысалы, жаңағыдай бір ру мен рудың арасында болып жатқан сияқты нәрсе, сол кішкене бүйтіп келіспейтін тұстар болады, бір-біріне жақтырмайды. Сосын негізгі қағида, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келгенге дейінгі қағидаға қарасаңыз, рудың жаңағы талаптары бірінші орында тұрады. Яғни егер де хашемиттер мағзумды жек көрсе, күллі хашемит мағзумды жек көру керек. Кімде-кім бұны істемесе сатқын. Сол секілді мағзум хашемиттерге жаңағыдай жек көрді ме, кек аламыз деп бірдеңке шеше ме, барлығы осы принципті ұстану керек. Мағзум мен одақтас болған адамды соған мәжбүр болады. Көрдіңіз ғой? Міне осы жағдай болып отқан кезде енді иманды қараңыз. Абу Бакр Тайм руынан дегендей нәрселер. Пайғамбарымыз жаңағы Хашимнен дейік, мысалы. Құрайш, жаңағы Арқам ибн Арқам Махзумнан. Қазір руға салатын болсаң, пайғамбарымыз бен Махзумның арасында, Арқамның арасы не болу керек? Ешқашан бас қосылмайтын жағдай болу керек. Иман кірді, болды, иман бедейді. Алла Тағала оларға үйреткендей, біз сендерді халықтар қып, рулар қып жараттық. Бір-бірлеріңді тануларың үшін Хужрат сүресінде Инна акрамакум индаллахи атқакум. Бірақ сендердің Алланың қасындағы ең ардақтыларың, ең тақуаларың. Рудың несін істеді? Ру ол мен сендерге берген бір нығметім. Әркім өзінің руында, өзінің тілінде, өзінің дәстүрінде Алла үшін жақсылап жүргізе берсін, сауабын ала береді деген нәрселер. Мысалы, Алла Тағаламен ес. Бірақ онымен абыройға жете алмайсың дейді менің алдында. Өйткені рулар көп. Абыроймен жететін нәрсең тек тақуалық дейді. Алладан қорқасың. Ең қорқатындарың сол ең абыройлыларың. Сонымен жаңағы Әл-Арқам 17 жаста, өзіңіз қараңыз. Сол үйі болады, ата-анасынан мұраға қалған. Жаңағы үй кішкене бір қағбадан бір алыстау жерде. Сөйтіп, пайғамбарымыз салсам, мына далада әр жерде бүйтіп жүргендеріміз қазір көзге түсіп қалып отырық. Әне сағат бүгін біреудің басын ұрды, ертең тағы бірдеңке болып қалады. Сондықтан біз деп пайғамбар жүйелеп үй іздейді. Хадишаның үйіне де бұрынғыдай сиямайды. 40 адам бірінен соң бір келеді. Бұлар келіп іздейді, аят іздейді. Пайғамбарымыз бүгін не түсті? Бүгін не түсті? Оны тоқтатамайсың, болды. Нұр кетті жүрекке. Ол енді күнде келіп іздеп тұрады өзінікін. Ол пайғамбарымыз толығымен солардың енді жаңа жағдайына беріледі. Түсінесіз бе? Олардың басын қосып отыру, оларды жүйелеп отырмасаң, жаңағындай адамды қылас басқарып көп нәрсені түсінбегеннен біраз нәрсені бүлдіріп қоюы да мүмкін. Өз бетінше бір әрекеттер жасап жүруі мүмкін адам. Мен сондықтан пайғамбарымыз бірден жүйені қолға алады да, сонымен Хадишаның үйіне сыймайтын болғандықтан Арқам ибн Арқаммен сөйлесіп, Арқам айтады, мен үйімді атадым дейді осы іске. Жиналатын, Құран оқылатын, сізбен кездесетін, менің үйім толығымен сіздің еркіңізде бердім, Алла үшін сізге үйімді деп. Сөйтіп пайғамбарымыз қуанып, Әл-Арқам ибн Арқам сақтық шарасы ретінде Құрайштардың жаңағы ойына келе қоймайды әлі. Мұхаммед бір Махсуммен дос болып жүр деп саласыр. Махсум руының адамымен Хашимит дос болу оларға сыймайды ақылына. Дос болғанда да ол басқасы дос болып кетсе де Мұхаммед ондайға қиянат жасамайды дегендей саласыр. Алайда иман деген өз ықпалын, өз мектебін әкелді да. Міне, нұрды әкелді ол. Сөйтіп Әл-Арқам ибн Арқам 17 жастағы бала. Бүгінгі біздегі 10 бітірген балалардың санасына қарасаңыз, салыстыра берсеңіз болады мысалға. Қандай нәрсе да? Ақиқатты сүйген балалар. Сөйтіп пайғамбарымыз сол үйде отырады, сахабалар сол жерге келеді. Ол жерге келгенде де күллі сахабаның келмеуін қалайды. Ең деген жаңағы алғырларын алады. Мысалы Хоббаб ибн Ал-Арт деген сахаби. Ол да Меккенің өзінен емес, кейіннен келген, құл болып сатылған, кейін азатты алған. Оның өзі бір әйел қожайынның қолында болады ол, мысалы. Хузағиялық жаңағы бір рудың Умму Анвар деген жаңағы әйелдің несінде болады. Ол кісіде, бұл кісінің темір ұстасы қызметін жасайды бұл кісі. Үлкен темір ұстасы болады ол кісі, сол ұста арқылы жұмыс жасап жатады. Бұл Хоббаб ибн Ал-Арттың өзі мысалы жаңағы пайғамбарымыздың алғырлығы, Құранды алуы,
дәлме-дәл жеткізуі, үйретуі, жауапкершілікке деген нәрселер. Сондай адамдарды алады. Оны айтып отқан себебіміз, өйткені тарихтағы көбіне сақталып қалған нәрсесі Хаббаб ибн аль-Арт пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы Дарул Арқамда Құранды алып түсініп алғаннан кейін ақыры Меккенің ішіне барады да, бағанағы Саид ибн Язид дедік қой, Омар радиаллаху анхудың күйеу баласы. Саид ибн Язид пен әйелі Фатима екеуі күтіп отырады. Тағы қасындағы көрші бір-екі кісі келе қояды қастарына. Міне. Солар келе қойған кезде ол келеді де, бүгін мынандай аяттар түсті дейді. Бүгін Аллах елшісіне мынандай аяттар түсті деп аяттарды оқып, яғни әрқайсысы жаңадан түсіп жатқан аяттардан не алып жатыр? Ақпарат алып жатыр. Күніге ешбір сахаба махрұм қалмайды. Әйел, еркек ешқайсысы махрұм қалмайды. Хаббаб ибн аль-Арт осылай үйретеді де, сосын ақырын кетіп қалады. Сөйтіп жазалатындар теріге жазып атады, сүйекке жазып атады Құранды. Пайғамбарымыз бұйырады, жазыңдар деп. Сонымен олар жаза бастайды. Теріге де жазады, сүйекке де жазады. Әртүрлі жаңа нелермен барлық нәрселер, білім келді. Білім оқылып жатыр, жазылып жатыр. Кеше қаламмен деді ғой, естеріңізде ғой. Оны бекер айтқан жоқ Алла Тағала. Және ең әуелі зиялыларды кіргізді. Түсіндіңіз ба? Солар келді де, пайғамбарымыздан Құран оқылады, жазып отыр. Оқиды. Кейбіреулері жаңа жаттап алады, ауыздан ауызға жаттап алу деген нәрселер мысалы. Осындай жағдайлар болып жатады. Дарул Арқамда осы тәлім тәрбие жүріп жатады міне. Бұл негізінде шындап келген кезде Дарул Арқам, құрметті жамағат, ол үлкен медресе еді. Жердің бетіндегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұстазы пайғамбарымыздың өзі болған. Тәлім тәрбиешісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзі болған үлкен медресе еді бұл. Аль-Арқам ибн аль-Арқам деген ол шындап келген кезде ақиқат сондай лайықты деңгейде үйретіліп, лайықты деңгейде имани, ислами тәрбие берілгендіктен ол университет деген нәрседен де кем емес бүгінгі атаулар. Ол шын мәнінде еркектерді тәрбиелеп жатқан жер еді. Мысалы бұл нұрдың өзіне, құрметті жамағат, бүгінгі күні біреулерге жаңадан шыққан кино қалай әсер етіп жатса, жаңадан шыққан бір жаңағындай жырлар қалай әсер етіп жатса, ол мына Құран түгелін ауыстырып жіберді оларға. Түсініңіз ба? Мына Құран олар үшін ол түннің бәленбай уақыттары кетіп қалады мына Құранға, оларда оқуға, ізденуге. Оны ешкім тоқтатамайтын нәрселер. Сондықтан Алла Тағала Дарул Арқамда бұл кісілерге бірінші қойған нәрсесі сол кездерде Фатиха сүресінің түскен уақыты болады. Бұл 3 жыл уақыт аралық қой. 3 жыл уақыт аралық, 3 жылдың ішіндегі жағдайлар айтылып жатыр да, шама келгенше. Фатиха сүресі түседі. Фатиха сүресі өзі баршамызға белгілі, өзіміз намазда оқып жүрген сүре, мысалы, Фатиха сүресі түсті. Ең бірінші соны ол сүрені сол сахабалар естіген еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан. Сөйтіп Фатиха сүресі Альхамдулиллахи роббил аламин деген жаңағы сүрені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай нәрсені айтады. Хойру зикри ла иляха иллаллах. Зікірлердің ең қайырлысы ла иляха иллаллах үйретіп жатқан нәрсесі сахабаларға. Ва хойру дуғаи альхамдулилля. Сахих хадисінде келген, және дұғалардың ең қайырлысы альхамдулилля дейді. Яғни Фатиханы ауыздарынан түспейтін болсын дегенге келтіріп отыр. Дұғалардың ең қайырлысы. Содан бұл сүрені біз Фатиха десек, Алла Тағала бұл сүрені намаз деп атаған екен. Алла Тағаланың өзі пайғамбарымызға үйреткен, білдірткен әл-хадис әл-құдсиде намаз деп атады Фатиха сүресін. Қараңыздар. Сол себептен ол намаздан ажырамайтын сүре болып қалды бізде. Көрдіңіздер ме? Сонда хадис әл-құдсиге назар аударатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Қол Аллаху азза ва джалла, Аллах Тағала маған айтты, білдірді" дейді. "Инни қасамту салата байни ва байна абди нисфайни, фа нисфуха ли ва нисфуха ли абди." Расында мен намазды дейді. Фатиха сүресін намаз деп жатыр. Фатиха сүресі деп жатқан жоқ Алла Тағала. Расында мен намазды өзім мен құлымның арасына тең екіге бөлдім дейді. Қараңыздар. Фа нисфуха ли, оның тең жартысы менікі дейді. Алла Тағала өзіне алып жатыр. Ва нисфуха ли абди, оның жартысы құлым үшін дейді. Енді қараңыздар. Мысалы сіз намаз оқып тұрсыз. Намазда тұрған кезде Альхамдулиллахи роббил аламин дедіңіз мысалы. Фаиза қола әл-ғабду альхамдулиллахи роббил аламин
құл егерде альхамдулиллахи роббил аламин деп айтса дейді, қалаллаху, Аллах тағала айтады дейді. Қараңыздар, хамидани абди, құлым мені мақтады ғой деп. Қараңыз, бұның сыры қандай болып отыр бұл фатиханың. Біз кейде асығып жаңағыдай бір нетіп кетсек, өзіміз Алламен мінәжатымызды де жаңағыдай бір дұрыс түсінбеген адам сияқты болып жүреміз. Негізінде бұл мінәжат міндетті түрде. Қараңыздар, құл альхамдулиллахи роббил аламин деген кезде Аллах тағала айтады дейді, хамидани абди, құлым мені мақтады ғой деп. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم, құл ар-рахман ар-рахим деген кезде қалаллаху, Алла тағала айтады дейді, әсна алайя абди, құлым мені дәріптеді ғой деп. Қараңыз. فإذا قال العبد مالك يوم الدين, құл малики яумиддин, сот күнінің иесі мағынасы, есеп күнінің иесі деген кезде Алла тағала айтады дейді, мәджадани абди, құлым даңқымды көтерді ғой деп. Қараңыздар, біліп тұр екен ғой менің ертең есеп алатынымды деген нәрселер жатыр. Ва фауада илайя абди деп қосайды дейді, құлым өзін маған тапсырып отыр екен ғой деп. Міне, бұл намаз деген нәрсе, құрметті жамағат, өз алдына бір үлкен нәрсе да бұл Фатиха сүресінің өзі. Сонда құл осы жерге дейін Алла тағаланың хақылары айтылып кетіп, сосын ияка нағбуду ва ияка настағин, құл ияка нағбуду, саған ғана құлшылық қыламыз және сенен ғана жәрдем тілейміз деген кезде намаздың ортасы осы дейді екен Алла тағала. Хаза байни ва байна абди, осы құлым мен менің арама бөлінген нәрсе. Ияка нағбуду, саған ғана құлшылық қыламыз. Альхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахман ар-рахим, малики яумиддин, ияка нағбуду менің хақым дейді. Алла тағала айтып отыр, менің хақымды берді дейді құл. Міне, қиямда тұрды да берді дейді менің хақымды. Міне, жеткілікті дәрежеде. Сосын уайяка настағин кезде құлымның хақысы басталды дейді, және сенен ғана жәрдем тілейміз деген нәрсе. Көрдіңіз бе? Біздің мұқтаждығымыз кетті. Сенен ғана жәрдем тілейміз. Сол тілегенде дейді, мысалы адамның осы дүниеде, құрметті жамағат, тілейтін нәрсесі көп қой Алла тағаласынан. Алла тағаладан мысалы тілейтін нәрсең өте көп та. Бірақ сол тілектердің ішіндегі ең маңыздысы қайсы десеңіз, ең маңыздысы, сол маңыздысын ғана салды да Фатиханың ішіне. Ол қандай дегенде, ихдинас сиратал мустақим, бізді тура жолмен жүргізші. Сіз тура жолға түсірді Алла тағала, бірақ сіз адасып кетем ба деп қорқасыз да. Көрдіңіз бе? Адасып кетем ба деп қорқасыз. Ертең бір мансаппен алданғанда жоғалып кетеміз мүмкін. Көрдіңіз бе? Байлық келіп қалса, мүмкін намаз жайына қалып кете ма? Тағы бірдеңелер келсе, сынақтар келсе, көтере алмай қоя салам ба? Әртүрлі нәрселерді. Соқтан қараңыз, қай нәрсені қойды да намазға? Бізді тура жолмен жүргізші, бізді тура жолға бекітші, бізді тура жолмен жүргізші, танығаннан кейін адасып кетпейікші деген. Мысалы, недегі Али Имран сүресінің 1-ші бетінде, соңғы жағында мынандай дұға бар. Роббана ла тузиг қулубана бағда из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб. Раббымыз бізді тура жолға салғаннан кейін жүрегімізді ауытқытып жібермеші. Қараңыз, басқа нәрселер кетіп қалмасыншы біздің жүрегіміз. Және өз қасыңнан бізге рахымыңды сыйлашы. Рахымыңды сыйлашы деген сөз өміріміздің соңына дейін адаспайтындай қамқорлығын алшы деген сөз бізді. Адасып кетпейтіндей қамқорлығын алшы. Міне, сен шын менде берегенсің ғой деп жатыр да. Иннака антал ваххаб, сен сыйлаушысың ғой, берегенсің ғой деген нәрсе. Міне осы Фатиха сүресінде қараңыз, сенен ғана жәрдем тілейміз дедік. Сосын бізді тура жолмен жүргізші. Меккелік кезеңде сол кезде түскен нәрсені қараңыздар. Бірден мұсылмандардың санасына салып берді. Ол тура жол деген не? Мысалы, қоғамға қарасаң, бәрі тура жолда жүрміз деп, әркім өзіндікін тура жолға батыр деген нәрсе болады. Христиан, насаралар болады, мысалы айтайық, иудейлер болады, буддистер, әрқайсысы өз алдында бірдеңкені ұстап, адам ойлап қалуы мүмкін. Тура жолдар көп. Біз соның біреуіміз ба деп та.
Сондықтан осыны меккелік кезеңде атаған істеді. Ихдина сиротал мустақим, бізді тура жолмен жүргіз. Қандай тура жол? Сиротал лазина ан'амта алейхим. Сен тура жол нығметіне бөлегендердің жолына. Ол кімдер? Және кімдер бұлардан емес? Гойрил мағдуби алейхим. Ана ашуға ұшырағандар олардан емес дейді. Ашуға ұшырағандардың жолына емес, иудейлерді айтып отыр. Валаддоллин. Сондай-ақ насаралар мен артына ерілген күллі дін атауының барлығы. Және адасқандардың емес. Көрдіңіз ба? Қалай Фатихаға күллі мақсатты жинап берді. Одан кейін осы Құранның барлығы, құрметті жамағат, күллі Құран сол Фатиханың мазмұнына тарқап кетеді ғой. Бір аяттар келеді, Алхамдулиллахның ішіне кіріп кетеді. Анау мазмұн сияқты. Сіз бе? Біреулер Малики Яумиддиннің ішіне кетеді, қиямет түлкісі. Иудейлер мен насаралар туралы айтылған аяттардың барлығына Бақара, Мәйда, Нисада толып тұр мысалы. Күллісі кетеді, жаңа соңғы аят ішіне кіріп кетеді. Неге олар ашуға ұшыраған, неге олар адасқан? Бәрін баяндап берді. Не сахабаларға алдына көз алдарына көрсетіп берді. Тура жол деген не ол? Сөйтіп бұл Фатихаға ғашық болды сахабалар. Алла тағала жаңағы сен соны айтқан кезде бұлай деп айтады ғой деген нәрсе жүректерін ертіп жіберді. Ол, көрдіңіз бе? Олар ажырамады бұдан. Олар күндіз-түні жүрсе де осыны оқиды. Таңғы намаз оларға жаңа беріліп қойылды, сыйлық берілді. Ақша екінді уақытында бір намаз берілді. Осы екі намазда олар осыны оқиды. Міне, олардың жүректері нұр. Өзіңіз ойлаңыз. Мына Фатиха беріп атқан ләззатты еш нәрсе бере алмай жатыр оларға. Бұндай нәрсе болмаған өмірлерінде. Міне, ана мүнәжат деген нәрсе өте үлкен нәрсе ғой. Кімде-кім Хасан аль-Басри айтқандай, кімде-кім Раббысымен сөйлескісі келсе дейді, онда Аллаху акбар деп намазға кіріп кетсін дейді. Алла тағаласымен сөйлесіп жатыр дейді. Ал кімде-кім Алланың онымен сөйлескенін қаласа дейді, онда Құранды ашасасын оқи берсін дейді. Алла тағала онымен сөйлесіп жатыр дегендей. Міне, намаз осы екі қайырдың екеуінде қамтығанда, намазда сіз Аллаху акбар деп кіріп кетіп, Алла тағаланың алдында тұрып, жаңағы құлшылығыңызды жасайсыз, және Құран оқылады. Алла тағала сізбен сөйлеседі деген нәрсе. Алла тағала осылайша оларда өзіне деген жүректерін бұрды ғой, құрметті жамағат. Көп ұзамай бірінен соң бірі аяттар түсіп жатты. Дарул Арқамда пайғамбарымыз салсам күллі нәрселерді аяттар түседі. Әрбір аят оларға керек нәрселерді. Келген кезде сұраққа жауап беру деген нәрсе емес. Уже көкірегінде бір сұрақтармен келсе, түсетін аяттар оларға жауап беріп атты ғой сұрақтарына. Міне, жаңағы Дарул Арқамға былай кірген адам шыққан кезде мүлде басқа адам, өзіңіз ойлаңыз ол. Оны жерге дүниелік болып кірген адам ақыреттік болып шығады. Міне, ол жаққа өсекші болып кірген адам, ол ешқашан өсек айтпайтын болып шығады. Ол басқа нәрсе, құрметті жамағат. Ана пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бұл тәрбиеленуіне әсер еткен нәрсе пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның тұлғасы. Ойлаңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам отыр, мысалы, олардың алдында. Ол сөйлей бермейді. Ол Құранды ғана сөйлейді. Сосын өзіне білдірілген жаңағы хадистерді сөйлейді. Оның жүріс-тұрысына қарайды олар. Әрбір нәрсесі оларға, оның бүтінде тұлғасы мектеп болды да. Қалай отырады, отырғанда қалай сөйлейді, қалай күледі. Міне, сахабалардың көздері пайғамбарымызға қарауда, өйткені бұл Алланың тәрбиесіндегі адам. Бұл Алла тағала таңдаған адам. Қарас, күллі ақыретке дейін адамзат пен жынға. Оның көзіне қарайды. Қалай пайғамбарымыз күледі, бірден кейін жақтырмай қалса, түрі қалай эмоциясы, бәрін алып жатыр олар. Олар сол нәрсені қайталағысы келеді шыққан кезде. Үйіне барып, әйелінің алдында сондай болғысы келеді ол. Балаларының алдында сондай болғысы келеді. Қана нұр деген нәрсе қалай отыр да? Ол пайғамбар жай адам емес қой ол. Оның орнынан тұрған кездегі шаруалары, оның дәрет алып жатқан кездері, жаңа таудағы жартастарға барып тығылған кезде, дәретін алып жатқан кезі, оның зікір айтып отқан, ерінің қимылдап отқан уақыттары, соны бүйтіп естуге тырысып, жаңа кеше сахабалар Ибн Аббас айтқандай, мен естіп қалдым дейді бір жиында пайғамбарымыз Роббиғфирли ва туба алейя иннека антат тауабур рахим, Раббым мені кешірші және маған тәубе нәсіп етші, сен тәубелерді қабыл етуші кешірімдісің ғой деп 100 рет айтқанын естідім дейді бір жиында. Соны естіп отыр Роббиғфирли ва туба алейя. Соны естіп қояды. Ол сөйлемеген кезде сөйлемейді ешкім. Олар
сол Алланың елшісі деген нәрсе өзінің лайықты дәрежесінде істеді ғой, түсінесіз бе? Егер ол сөйлемей ме, онда білет неге сөйлемей отқан. Уахимен бір сахаба келіп сұрақ қоя ма, Алла тағаладан уахи түседі, жауап береді. Уахи түспей жауап бермейді. Уахи түскен кезде әлгі адам қайда дейді. Кеше айттық қой біз, ол Алланікі, уахидікі ол. Ол көңілін еріп, ойбана ренжіп қала ма екен деп ана жаққа озырып бір фатуа бере салмайды. Осыны үйретті олар. Сұрайды, уахи келсе жауап берілді. Сұрады бір адам келіп, жауап келмей жатыр. Өзі кеше ол мектептен өткен уахи үзілісі деген есіңізде ме? Енді сахабаларды үйретеді. Сахабаларға да үйретеді. Мен жауап бермеймін уахи келмегенше. Сахабалар сабырлықты үйренеді. Сосын шақырып алған кезде әлгі кісі қайда деген кезде жүгіріп барып. Сонда өзіңіз ойлана жүгіріп барып жаңа сұрақ берілгенде де өзіңіз қайдан келді ол сұрақ? Ана сахаба мен Раббысы сөйлесіп жатыр ғой. Арасы қандай жағдайлар болғанда. Алла Тағала өзінің елшісі арқылы сахабалармен сөйлесіп жатыр ғой негізінде Құранда. Өзіңіз ойлаңыз, қандай жағдай болып жатыр Дарул Арқамның ішінде, өзіңіз ойлаңыз. Соларға айтылып жатқан нәрсе. Ақылдарын оятады мысалы. Сондай аяттар түсіп жатады. Афала янзуруна илал ибили кайфа хулиқат. Бұлар қарамай ма түйенің қалай жаралғанына? Сахабалардың көз алдында түйе кетіп бара жатыр. Көрдіңіз бе? Қалай жаралғанына, аспан қалай көтерілген, жер қалай төселген, аяттардың өздері сондай келеді. Аллаға деген осы ұғым, құрметті жамаат, ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаху Дарул Арқамда сөйлеген нәрсесі ол Аллаға деген иман. Иман деген тақырыптың өзін соларға лайықтап ашты. Кезінде сахабалар айтқандай тағалламнал имана әуелен. Ең әуелі біз иманды үйрендік дейді. Иман деген кезде де таухид деген кезде, құрметті жамаат, мысалы ол Құранда таухид деген сөз жоқ, ата иман деген сөзді қолданған ғой. Сондықтан таухид, сол таухид дегенде иман көзделеді. Иман дегенде таухид қана көзделеді. Енді өзіңіз ойлай беріңіз. Қай дінде таухид бар, сол жерде иман бар. Қай жерде таухид жоқ, қай дінде, сол жерде иман жоқ. Құранның бағасында солай. Өйткені ол әлемдердің Раббысы, ол біледі иманның не екенін. Міне, тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзіне түсірген кезде айтты: "Ва казалика аухайна илейка рухан мин амрина." Осылайша біз саған өз әмірімізден рухты уахи еттік дейді. Құранды рух дейді. Адамның бойында жан бар, рух. Бірақ ол жан, қазір қаншама адамның бойында жан болса да, қараңыз, ол жүрегінде Алла Тағаланы танымағаннан кейін ол өлі жан деп аталады екен. Құран келген кезде мына жанды тірілтті. Сондықтан Құранды рух деп атады. Осылайша біз саған рух еттік дейді. Қараңыз. Құран жүрекке келген кезде адам басқаша қарай бастады. Жаңа сахабалар Дарул Арқамға кіргенде басқаша, ол Дарул Арқамнан шыққан кезде ол күнге басқаша қарайды. Ол Субханалла деп қарайды күнге. Ол баған олай қарамаған. Түсіндіңіз бе? Не деген керемет еді. Ол жұлдызға басқаша қарайды. Ол кешегі қарау жоқ оның бұрынғы. Күллі нәрсе жаңадан таныстырылып жатыр да оған. Күллі нәрсесі бүгін өйткені ол нәрселердің бәрі Алламен байланыстырылды да. Бұрын ол байланыстырылмады ғой Алла Тағаламен. Сондықтан ол құр жай нәрселер болған. Міне осылайша біз саған рухты уахи еттік, ей пайғамбар. Ма кунта тадри мал китабу вал иман. Сен білген жоқсың кітаптың не екенін. Қараңыз. Және сен білген жоқсың иманның не екенін. Көрдіңіз бе? Маида сүресінде айтады. Таңғаласы сөз тіркесі қалай келеді. Ва ма якфур бил имани дейді. Қараңыз, кімде-кім иманға кәпір болса дейді. Әнже айтты қой, иман дегенде таухид көзделеді, таухид дегенде иман көзделеді. Кімде-кім Алланың жалғыздығына мойындамайтын болса, фақод хабита амалуху дейді. Қараңыз, Маида сүресінің бірінші бетінің жаңағы астында не деп айтып отыр? Кімде-кім иманды мойындамаса, Аллаға деген жалғыз сенімді, жалғыз Аллаға деген сенімді мойындамаса, онда амалдары заяға кетіп қалды дейді. Min насырин. Енді оған ешқандай жәрдемші болмайды дейді. Және ол ақыретте зиянға ұшыраушылардан болады дейді. Сондықтан ла илаха иллаллах, құрметті жамаат, пайғамбарымыз өте үлкен дәрежеде бұны сахабалардың жүректеріне егуді қалады. Бұл жай ғана бір сөз емес. Кеше айтып отырып қой, тек қана бір мүсіннен тастанған ажырау деген нәрсе емес. Бұның ұлы нәрсе екендігін түсіндірді да. Өйткені қоғамда бұл нәрсе лайықты жаңағы насихатталғанға дейін қоғамда адамның бойында Аллаға серік қосудың
түрлі формалары болады, қалыптасып қалған. Түрлі формалар қалыптасады. Мұның бәрін қоспалар деп атайды. Жүректегі, санадағы қоспалар деп атайды. Алла Тағала ол қоспаларды көргісі келмейді. Алла Тағала таза, ла илаха илlallah дегенде, таза өзінің ғана, көрдіңіз ба? Өзінің ғана хақсын көргісі келеді сіздің жүрегіңізден. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, өзіңіз ойлаңыз, сахабалар мысалы, пайғамбарымыз қасына келіп Дарул Арқамда отырса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Қабірге бармаңдар" дейді. Сол кезде тыйып жатыр, қараңыз. Өйткені ол кездегі қабірге барса адам, міндетті түрде ол сипау болады. Ол жерде тек қана зиярат емес, барып зиярат, бір жерге барып жаңағыдай дұға тілеу деген нәрсе емес. Ол барса міндетті түрде бірдеңкені сипайды, міндетті түрде бірдеңкені іледі, бір нәрсені байлайды, бір нәрсені айналады. Ол кәдімгідей сондай қиын жағдайда болып жатқан нәрсе ғой. Сондықтан пайғамбарымыз қабірлерге, Айша анамыз айтады, қабірлерге барудан жаңағыдай тыйып қойды дейді. Әбден ана нәрсені пісіріп, тіпті аяқ киімінің бауына дейін Алладан сұра деп жүрген сол ғой пайғамбарымыз. Көрме, әбден тазарту. Яғни Алла Тағалаға серік қосу. Біз ана ширк деген сөзден ширк деген сөз жақын келеді, көрдіңіз ба? Ол өйткені бос нәрсе деп жатыр ол. Амалыңның күллі нәрсесі асты тозған құлайды деген сөз да ол. Сондықтан соның күллі түрінен тазарту деген нәрсе бірінші орынға қойылды, Алланың хақысы. Қашан олар пайғамбарымыз олардан байқады, сосын айтты: "Енді қабірлерге бара беріңдер" дейді. Зуру, зиярат қыла беріңдер, енді қабірлерге бара беріңдер, қабір сендерге өлімді еске салады дейді. Міне, барып сол жаққа барып, ләззаттарды талқандаушы өлімді еске алып қайтыңдар дейді. Мақсаттарды ретіне қойды. Көрдіңіз бе? Қабірге зиярат етудегі мақсатыңды реттеп берді, қойып берді. Міне, күллі нәрсе өзінің орнына қойылып жатыр да. Ата-анамен хақысы Дарул Арқамда туф деме деген, қара. Ата-анаңмен хақыңды реттеп берді. Көршіңмен хақыңды реттеп берді. "Мән кана юъмину биллахи ва бил яумил ахир", кімде-кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, фалюкрим дойфаху, үйіне келген қонағын құрметтесін. "Ва ла юзи жараху", кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, көршісіне ренжітпесін. Сахабалар күніге мәдениет кетіп жатыр ғой, өзі ба? Жаңа айтып жатыр ғой, Дарул Арқам деген нәрсе Құранды еститін жер емес. Ол жақтан тәрбие, тәлім алынып жатыр да, ол шыққан кезде ол мүлде басқа адам, ол мүлде басқа адам, кешегіндей емес. Ертең кірген кезде ол тағы басқаша адам болып шығады да. Күннен күнге пайғамбар саллаллаху алейхи Құран аятымен және ол кісінің қасында тәрбиелеудің өзі оларды күннен күнге өзгертіп жатты. Жалпы Аллах Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жіберген кезде мақсат, үш мақсатты баяндайды. Мысалы, мына жерден бастасақ, Бақара сүресінде Ибрахим алейхиссалам тілеген кезде, Қағбаны көтеріп, Исмаил екеуі Қағбаны көтеріп жатқан кезде дұға тіледі ғой. Сол кезде олардың дұғасынан андай нәрсе болды. Роббана жағална муслимайни лака, Раббымыз мені және Исмаилды өзіңе мұсылман қылшы. Мұсылман деген сөздің өзіне дұрыс назар аудару керек бізде, құрметті жамағат. Өйткені жалпы Құрандағы мұсылман деген сөз Аллаға серік қосудың абсолютті түрде кері қарауыма. Абсолютті түрде кері қарауыма. Міне осы нәрсені Құран муслим деп айтып атқан сол. Көрдіңіз ғой, мұсылман деген нәрсе да. Яғни серік қосу жоқ деген сөз, мүлде. Серік қоспайтын адам деген сөз, мұсылман деген сөз. Мұсылман деген сөздің бірақ сөзбен айтқанда мағынасы не дейтін болса, мысалы айтайық, Құрандағы күллі нәрсені жинақтап, жаңағы шатыстыра алмау үшін егер тек қана бойұсыну деп айтатын болсақ, ол жетіспейді ол мағына. Өйткені бойұсыну, көну деген мағыналарды қамтығанмен ең маңыздысы ішінде тұрған нәрсесі Аллаға серік қоспау. Көрдіңіз ғой. Сондықтан Алла Тағала Али Имран сүресінде айтады: "Инна дина индаллахил ислам", сөзсіз Алланың қасындағы шынайы дін ол ислам. Аллаға серік қоспайтын дін деп жатыр. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. Айнанау кітап иелері дейді, міне, өздері серік қосып үйреніп қалғаннан кейін Аллаға, көрдіңіз ба? Серік қосып үйреніп қалғаннан кейін Мұхаммед пайғамбар келіп, ислам деген нау ғой деп, Аллаға серік қоспау деп сөйлеген кезде, олар қайшылыққа түсіп, сенден бұрыла салды дейді, былай қарай. Көрдіңіз ғой? Сол қоспалардың болмауы да, міне, бұл Алланың хақысы. Қиын жұмыс па бұл? Алла айтады: "Мен жараттым, мен саған ризықтандырып жатырмын, менен басқаны таста" дейді.
тәңірлікте, құдайлықта, сыйынуда қиын жұмыс беріп отыр ма Алла Тағала? Тек осыны істеп берсеші, мен сенен ризық сұрап отқан жоқпын дейді. Міне, тек осыны қойып берші маған, мен сені алып шығамын дейді қияметте, болды. Өзінің хақысы ол. Көрдіңіз бе? Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға осы нәрселер жаңағы үйретілді, соны берді оларға. Жалпы тәлімнің, Дарул Арқамдағы тәлімнің мақсаты, құрметті жамағат, университетке, медресеге барғанда жалпы мақсаты болады. Жалпы мақсаты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның медресесінің жалпы мақсаты үшеу. Жаңағы жерден бастайық. Ибрахим алейхиссалам сол дұға жасаған кезде былай деп дұға жасайды. Роббана бас фихим расулян. Раббым, оларға өз іштерінен ертең Меккені қағбаны салып отыр ғой, тұрғызып отыр. Өз іштерінен бір елшіні жіберші. Қараңыз. Қаншама ғасыр бар, ол дұға жасалып отыр. Сол өз іштерінен осы жерде бір елшіні жіберші. Ятлу алейхим аятик. Ол елші келген кезде оларға сенің аяттарыңды оқысыншы. Міне, бірінші жалпы мақсат. Екінші, жаңағы ва юаллимухумул китаба вал хикма. Оларға кітап пен даналықты үйретсінші. Үшіншісі, ва юзаккихим, және олардың жандарын тәрбиелесінші. Жандарын тәрбиелесінші нешінші орында айтылды бұл жерде? Үшінші орында. Енді қараңыз. Бұл Ибрахимнен дұға жасаған кез. Енді Құранда Алла Тағала қашан пайғамбарды жібергені туралы айтылады, жаңағы үшеуіне қазір екеуінің орны өзгереді. Пайғамбарымыз жіберілген кезде Алла Тағала мақсатты реттеп қойды. Ибрахим жалпы осы үш мақсатты сұрады. Осы елшіні жіберші үш мақсатпен адамдарға осы үш нәрсені жүзеге асырсын. Аяттарымды оқысын. Аяттар оқылған кезде біз ол аяттарды оқып, жазып, жаттай бастаймыз. Ол кісі оқиды бізге, біз оқимыз, жазамыз, жаттаймыз. Көрдіңіз бе? Одан кейін кітап пен сүннетті үйретші, Құранда не оқып отқанымызды түсінеміз. Бір жерге барып насихат айтамыз десе де, аятын жаңа қалай айтады, қай жерде қандай аят айтады дегендей нәрселер. Кітап пен хикметті үйретші дейді. Сүннетті, пайғамбарлардың сүннетін, біз сүннет деген ұғым бар ғой, пайғамбарымыздың сүннеті деген нәрсе. Құранда Алла Тағала сүннетті сүннет деп атамаған. Сүннетті хикма деп атаған. Үлкен мағынамен атап жүрген да. Неге? Өйткені мүмкін емес. Сен ұсынып отқан сүннетте хикметтің болмауы да. Пайғамбарымыздың әрбір ісі тамақ ішкенде бағана неге былай істеді? Көрдіңіз бе? Неге аяқ киімін кигенде оң жақтан киді? Неге кіргенде мына аяқпен кірді? Бағана неге ана кісі тартқан кезде жымиды? Неге мына кісіге бәй малым қайда деген кезде жымиып бере салыңдаршы деді? Күллі нәрседе даналық. Өйткені ол кісі өз эмоциясымен істемейді. Күллісі Алла сүйгендіктен солай істеліп жатқан нәрсе. Түсінесіз бе? Пайғамбарымыз әрбір сүннетінде даналық бар да. Сондықтан сүннетті даналық деп атады Алла Тағала. Сосын үшіншісі юзаккихим, жандарын тазаласыншы, жандарын тәрбиелесінші деп сұрады. Енді Алла Тағала сол пайғамбарды жіберген кезде, Бақара сүресінде айтады, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, казалика арсална фикум расулян минкум. Осылайша біз сендерге өз іштеріңнен елшіні жіберіп те қойдық. Қараңыз, қаншама ғасырдан кейін болған сахабаларға айтып жатыр, мынаны мүъминдерге айтып жатыр. Осылайша міне біз сендердің араларыңа өз іштеріңнен елшіні жіберіп те қойдық дейді. Енді қараңыздар, ятлу алейкум аятина. Ол сендерге біздің аяттарымызды оқиды. Енді ауысқан жерін қараңыздар. Ва юзаккикум, және сендердің жандарыңды тәрбиелейді. Ва юаллимукумул китаба вал хикмата, сендерге кітап пен даналықты үйретеді. Ва юаллимукум ма лам такуну та'ламун, сондай-ақ білмейтін нәрселеріңді үйретеді. Қараңыз. Сонда қайсысы ауысып кетті? Үшінші, екінші орынға кетіп қалды. Жан тәрбиесі, сосын барып Құран мен сүннетті үйрету. Көрдіңіз бе? Үлкен мағына жатыр бұл жерде. Ali İmran сүресінде айтады: "Лақад манналлаху алал муъминина из баъаса фихим расулан мин анфусихим." Алла Тағала муъминдерді үлкен нығметке бөліп жіберген, өз іштерінен елшіні жіберген кездерінде дейді. Міне, ятлу алейхим аятина. Ол Алла Тағаланың аяттарын оларға оқиды, ва юзаккихим, және олардың жандарын тәрбиелейді, және кітап пен даналықты үйретеді дейді. Жұма сүресінде де солдыр. Пайғамбар сасан жіберілгеннен Алла Тағала қаймақ
екінші жаңағы жан тазалығын қай мақсатқа қойды? Екінші орынға қойды да. Яғни біріншісі аяттарды оқиды пайғамбарымыз, сіз аят оқисыз, Құраннан аятыңызды оқисыз да, мынау аят арқылы жаныңды тазартасың. Содан кейін барып Құран, Сунна деген әңгімені айтасың. Егер де жан тазаланбаса, анау дұрыс болмай кетеді, орнымен болмай қалады. Мысалы мен бір мысалды келтірсек, мынау адам кейде өзіне бір дәлелді қатты алып қойған кезде, сол дәлелден ажырамай қалуы мүмкін екен өле кеткенше. Мысалы бірақ ол дәлелді босата салса да болады ол жерде. Пайғамбарымыз салса, сүннетіне салатын болса. Мысалы айтайық, қиын жағдайлар сахабаларда, мысалы мына Худайбия келісімі болған кезде, Худайбия келісімінде 10 жылға бейбітшілікке қол қойылады. Мына жақта жаңа мүшриктер келіп, олар дінді ұқпайды, ақиқатты ұқпайды, мінез, эмоция, қазір бірдеңкесін етсеге қойындар деп кете салатын бір адамдар ғой әйтеуір. Пайғамбарымыздың адаммен адам болмайды. Сосын келісім шарт жасайды да. Келісім шартта олар өздерінің бір үстемдігінен жеңілмеген бір шарттар жасайды. Мысалы қандай деген кезде, егер де біздің тараптан біреу ертең Мединада ғой, пайғамбарымыз Мединада, олар Меккеде. Меккеден біреу иман келтіріп сендер жаққа өтіп кететін болса, бізге өткізіп бересіңдер дейді. Қалай өткізіп бересің оны? Енді өзің сол орынға кіріп көріңіз. Мысалы, Меккеде біреу иман келтірдім деп пайғамбар саллаллаху келді. Сен аласың да оны Меккеге қайт, қарағым деп жібере саласың. Біз сондай келісім шарт деген нәрсе бар. Осы жерде адам жігіттері жаңағы өздерінің ұстазына, басшысында күмәнданып қалуы мүмкін да. Үлкен сынақ бұл, қараңыз. Сонда сосын бисмиллахир-рахманир-рахим деген кезде Сухайл келіп айтады, Рахман, Рахим танымаймыз біз дейді. Қараңыз қалай сөйлейді. Бисмилля деп жаза берсеш дейді. Сахабалар енді Рахман, Рахим деген сахабалар жанын бергелі тұр олар бұл екі есімге. Осы екі есім өмір сүрсін, жазылсын, мен өліп қалайын деп тұр олар. Түсінесіз бе? Бірақ өшіру о болмайды ол деген нәрсе. Сосын мен Мұхаммад ибн Абдулла деген жаңағы Расулы Мұхаммед Алланың елшісінен деген. Алланың елшісінен деген сөзді өшіріп тастады дейді. Абдулланың баласымын деп жаз дейді. Сол кезде сахабалар, Омар радиаллаху анху, соның барлық Алланың тағдырында ғибрат үшін болып жатқан нәрсе ғой. Егер ол нәрсе болмаса, оқиға мына қазір мына оқиға болмаса, біз білмес едік қалай істеу керек екенімізді сондай жағдайларда да. Бірақ бүгін бұл оқиға сол болса да, біздің көпшілігіміз өз бетімізше істеп жүрген түрімізде бар да. Сондықтан қателік көп болады. Мысалы қараңыз, Али айтады, мен мынаны өшіре алмаймын дейді. Пайғамбарымыз хат танымайды. Түсінесіз бе? Қай жерде тұр көрсетші дейді да. Қолымды қойшы сол жерге дейді. Өшіреді. Пайғамбар сасам өшіріп отыр. Сол кезде дініне қатты болған адам, ол пайғамбар. Түсінесіз бе? Ал енді оны бір жаңағыдай бір не істеп жатқан болса, бұл Алланың нұсқауымен істеп отыр ғой. Пайғамбарлар ұстазбен жаңағы тең емейміз бұл жерде. Өйткені ұстаз бір нәрседен қорқып істеуі де мүмкін оны. Бірақ бұл Алланың әмірімен істеп отыр ғой. Түсінесіз бе? Алла тағала өзі айтқандай, «Қола инни Абдулла», жаңа жасап атқанда айтып отыр сахаба, мен Алланың құлымын, «Ва расулуху», мен Алланың елшісімін, «Лән ухалифа әмраху», мен ешқашан оның әміріне қайшы келмеймін дейді. Сосын жаңағы шартын айтады, егер сендер жақтан бізге біреу өтіп кетсе, мұсылман қайтарып береміз дейді. Омар деген ана жерде көтере алмайды. Қалай Алланың елшісі? Қалай бұл? Бұл дұрыс, бұл Аллаға деген махаббат, бұл дінге деген махаббат, бұл деген принциптен таймау деген нәрсе, бұл дұрыс. Бірақ елші істеп жатқанда, яғни сүннет істеп жатқан кезде, адам сене білетін күште болу керек та. Сенем пайғамбарға, сенем, ол дұрыс істеп жатыр, ол дұрыс істеп жатыр, мен ғой түсіне алмай тұрған деген нәрсе болу керек. Көрдіңіз ба? Пайғамбарымыз бәрібір өзінікін істеді дейді. Біраз уақыттан кейін Омар айтады, «Валлахи» дейді, Алламен ант етем дейді, «Мәзилту асуму, ва атасаддақу, ва уатиқу». Мен әл күнге дейін дейді, сол кейін айтып отыр ғой, әл күнге дейін ораза ұстай беруімді, садақа беруімді, құл азат етсем, бір құл сатып алсам азат етші берем. Осыны мен әл күнге дейін доғармай келе жатырмын дейді. Махофатан ала жаңағы мақалати фи яума изин, сол күні пайғамбарымыздың алдында сөйлеп жүрген сөзімнен қорқып дейді. Түсіндіңіз ба?
Сондықтан мысалы Бухариде халықпен санасу деген нәрсе бар. Халық түсінбейтін кезде ол сен оған батырлық деген нәрсе көрсетпе. Не? Түсінбейтін жағдай болады адамның. Мысалы, мынандай нәрсені қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Айша анамызбен отырған кезде Айша анамыз сұрайды: Аллахтың елшісі, мына Қағбаның қасындағы дуал. Қағбаның қасындағы дуал. Сол Қағбадан ба? Жоқ, Қағбадан бөлек нәрсе ме? Біз мына төрт бұрышты Қағбаның өзі бер жағында тұрған төрт бұрыштысының өзінен тауафты неге жасай салмаймыз? Неге мына дуалды қоса айналамыз дейді. Тауафтың кезінде. Соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: ол Қағбаның бір бөлігі дейді. Ибрахим әкең салған кезінде Исмаил екеуі. Оның соңғы екі қабырғасы сол жақта тұрған дейді. Дуалдың қасында. Көрдіңіз бе? Кезінде сенің қауымының нафақасы жетпей, сол жеткен жерінен көтере саған еді дейді. Сөйтіп ол сыртта қалып қойды дейді. Ол Қағбаның бір бөлігі дейді ол. Көрдіңіз бе? Сондықтан оның сыртынан айналады. Айша анамызды қараңыз. Хасан мен Сахих деген ұғым болады. Мысалы, бір жерде Хасан хадис, бір жерде Сахих хадис дегендей. Түсінді. Адам өзінің түсініп жүрді, мынау Сахих мен мынау Хасан, Сахихты аламын, Хасанды алмаймын дегендей нәрселер болып жүреді ғой. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсетіп отыр мына жерде. Хасан бетінде қалдыра салайық дейді. Бұл жерге Сахих керек жоқ дейді. Оны дәлелін қараңыз, қандай нәрсе? Қағбаны жаңағы Айша анамыз айтады: біз сияқты ыстық, ықылас, Аллахтың елшісі, мына Қағбаны қайта бұзып қайта сала салмайсыз ба? Ибрахим атаңыз салғандай. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: мен бұл Қағбаны бұзып қайта сала салар едім дейді. Мен тіпті есігінде төмен түсіре салар едім дейді. Қараңыз. Мен оның екі есігін жасап қояр едім дейді. Бухариде жүр осы хадис мысалы. Мысалы қараңыз. Екі есік жасап адамдар кіріп шыға беретін дейді, қылар едім дейді. Міне, Қағбаны мүлде доступный қылатын едім дейді құлға, мұсылмандарға. Көрдіңіз бе? Қазіргі күйдегі емес. Міне, осыны мен істер едім дейді да. Бірақ менің қорқып тұрған нәрсе, мына халқың енді ғана кіріп отыр ғой дінге дейді. Бұл кешегі жаңадан Мекке ашылған кезде кіріп отқан адамдардың көбісі құрмет жамағат. Бұл кірген кезде, бұл кеше ана Бадыр шайқасы, Ухуд шайқасы болып отқан кездерде, егер Мұхаммед жеңсе кіреміз, жеңілсе, онда осы күйімізде жүре береміз деген адамдар көп болған. Мекке ашылған кезде топырлаған адамдар кіріп атқан кезде, оның ішінде ықыласпен кіріп атқандар да бар, оның ішінде Мұхаммед үстем болғандықтан кіріп атқандар бар. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар да ешкімнің жүрегін тексермеген. Ешкімнің жүрегіне кіру оларға бұйырылмаған. Келіп атқан адамның бәрін құшақтап қарсы алып кіргізе берген да. Бірақ пайғамбарымыз айтып отыр: мына қауымының күпірліктен енді ғана бет алып бер қарай бастағаннан қорықпағанымда дейді, мен Қағбаны бұзып қайтадан салар едім дейді. Өйткені пайғамбар үшін Қағбаны бұзып қайтадан Ибрахимнің бейнесін, жаңағы тұрғызған бейнесінде салуы, онда тұрған ештеңе жоқ. Ал олардың түсінігінде Қағбаны қастерлеу деген Қағбаға тиісуге болмайды. Кім тиіссе, сенің бүкіл еңбегің кешегі 20 жылдан бері Дарул Арқамыңнан бастап Ухуд, Бадрыңмен дейін түкіре салайын деп тұрған адамдар бар да. Сен білмейді ол. Өйткені ол Алланы сен сияқты қастерлемейді. Ол жақын нәрсемен көреді, ближнеймен көреді да. Біздер пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ближний емес, дальниймен көруге шақырып жатыр мына жерде. Біз жаңа ближнеймен көргеннен кейін біз түсіне алмай қалдық. Неге ол Рахман Рахимді өшіріп жатыр? Өйткені біз ближнейде тұрмыз да. Міне. Өйткені мен исламды тек өзіме ғана дегендей ойлап тұрған нәрсе шығар. Ол пайғамбарымыз анау қияметке дейін ойлап тұр ғой бұл исламның жағдайын. Жаңа Дарул Арқамның ішіне кіріп атқан нәрсеге де бұл параллель да. Көрдіңіз бе? Дарул Арқамның ішінде ғана сақтап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға ақырын жүріңдер. Түнгі уақытта жаңа келетін жігіттерге айтады: түнгі уақытта Дарул Арқамға келіп Құранды естулерің үшін келген кездеріңде үйлеріңде күллі адамдар ұйықтап, сосын бүйтіп саусағыңмен шумен кел дейді Дарул Арқамға. Қара қалай оқылған Құранды. Сосын олар үйлерінде өтірік ұйықтаған сияқты боламыз дейді. Мысалы жаңа Хаббаб ибн Арт нелер жеткізетіндер, барып алып, сосын жеткізіп отыратындар да, Меккеге келіп. Сонда баратта біз саусақта ұйықтаймыз, бәрі ұйықтап атқан кезде біз ұйықтағандай сыңай танытамыз. Олар ұйықтап қалғаннан кейін ақырын тұрамыз да көрпеміздің астына бірдеңкені қойып, саусақтың ұшымен барып, Дарул Арқамға барып, пайғамбарымыздан уақиды естіп, сөйтіп тапсырманы алып қайтып келеміз да, сөйтіп көрпенің астына жата қаламыз да.
сосын олармен бірге тұра салатын едік дейді. Сонда бұлар ұйықтамайды да ғой, көрді. Неге? Өйткені сен ұйықтасаң, онда қай уақыт аласың о Құранды о жақтан? Оны сөйтіп тәртен қайтып жеткізесің, алып үлгермесең. Сондықтан бұл жігіттерді Алла Тағала, құрметті жамағат, Алла Тағала ерекше жігіттерді таңдаған. Сондықтан біз кеше жаңағындай осындайлардың жаңағындай мысалы айтайық үлгі тұту деген нәрседе осы нәрселерді ескеру керекпіз. Сондықтан жаңағы Қағба туралы айтылған хадисті Бұхари рахимахулла өзінің жаңағы тарауына қарасаңыз, тарауы былай. Мысалы мына жерде хадисті келтірсе ол кісі, хадистің тақырыбы жазылып тұрады үстінде. Сонда тақырыбын айтады. Өзің үшін таңдаулы болып тұрған пікірді, хадисте алған бір пікірді тастай салу дейді. Атқарусыз қалдыру. Махофатан, қараңыздар, қосри фахми бағдин нәси. Кейбір адамдардың ақылы оған жетпейтіннен қорқып. Сөйтіп егер сен оны тастамасаң, онда одан да жаман халге ұшырап кетуі мүмкін деген тақырып тұр. Көрдіңіз бе? Осындай нәрселер Муслимде мысалы Ибн Масуд айтады: "Ма анта би мухаддисин хадисен қаумаху". Сен қашанда бір адамдарға келіп бір хадисте сөйлейтін болсаң дейді. Лам таблуху уқулухум. Сосын ол адамдардың ақылы, түсінігі оған жетпесе дейді сен айтып тұрған хадиске. Илля такуну фитнатан ли бa'дихим. Олардың кейбіреуіне бүлік әкеледі дейді. Бүлік, тыныштық кетеді ғой білім жолында. Бүлік кетеді да. Бүлік әкеледі дейді, ол болды. Сол себептен Омарды қараңыз. Жаңағы сабақты алған Омар не істеп жатыр? Халифа болған кезінде Иракқа Абу Мусаны жаңағы Ибн Масудтарды жіберген кезде қараңыз қандай нәрсе айтып отыр. Сендер баратын жердегі адамдар мына Хижаздағы адамдар сияқты емес дейді. Ол жаққа барған кезде олардың Құранды оқып отыратындарын көресіңдер дейді мешітте. Яғни көбінесе адамдар жаңа Құран жаттап, Құран оқып, аралардың сылындай мешіттегі дауысты естисіңдер дейді барған кезде. Өйткені ол жақта ислам тарап жасалып жатыр ғой. Абу Муса мен Ибн Масудтарды жіберіп жатыр көмекке. Үйретіңдер деп. Сонда айтады ғой. Қажетті хадистерді ғана айтпағанда, хадисті көп сөйлемеңдер дейді. Түсіндіңіз бе? Сахабалардың ерекшелігі, құрметті жамағат. Мына жерде бір не болса қазір ақпарақ. Сахабаларға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы уақиды үйретіп жатқаннан кейін, жаңағы Аллаға серік қосу деген нәрселер алып тасталғаннан кейін, сахабалардың күллі жан дүниесі мен санасы ойлауына дейін мынандай аппақ парақ. Нахну умматун уммия дегені пайғамбарымыз бізде көп хат тани бермейтін үмбетпіз ғой деген. Түсіндіңіз бе? Мына аппақ парақ. Аят келет қонады, көрдіңіз бе? Ал басқа елдегілер, Ирактағылар, Ирандағылар, жаңа Омар жіберіп жатқан, олар жұлдызданған адамдар олар. Қадисияны ашқан кезде, Омар радиаллаху анху Сасания мемлекеті құлаған кезде, медициналық жолға қажетті пайдаланылған батарейлер тауып алған. Сол кезде батарей. Батарей деген бар ғой, тоқпен емдейтін. Сол батарейлер табылған. Сол жылда өзіңіз ойлаңыз. Ол қандай ел болған? Ол оқыған, тоқыған, ол адамдардың сұрағы көп болады. Сондықтан оларға түсіне алмайтын хадис кетсе, бітірдің де бер күллі ислам сол жерде. Көрме. Сондықтан Омар айтып отыр, айта берме дейді ол нәрселерді. Сен білем деп айта бермесеш, сахих деп айта берме дейді оны. Сондықтан бұл исламның ең басты нәрсе, пайғамбарымыздың қалаған нәрсесі мұсылмандардан, құрметті жамағат. Сол кезде Дарул Арқамға кіргізіп отырып, ұстап отыруы, ешкім өз бетінше әрекет жасамауы, мұсылмандарды қате әрекеттен, қате пікірден сақтау. Қараңыз, қате пікірден, қате әрекеттен сақтау. Өйткені бағана Сағат ибн Уақас мысалы ұрып қалды біреуді. Ертең ол нәрсені пайғамбар түзетіп отырып қайтаран деді берміз, ол тағы біреу тұрады да, сол бітті әр жағында. Сондықтан Алла Тағала бұны даналықпен бастаған бұл дінді. Дарул Арқамда олар осы нәрселерді оқып атты. Күллі нәрсені үйреніп атты да. Сөйтіп, осындай болып атқан кездерінде Дарул Арқамда Музаммил сүресі түседі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сөйтіп, Музаммил сүресіне бір назар аударайық, құрметті жамағат. Кешегі Муддассир сүресіне қарасаңыздар, о жақта Алла Тағала не деді? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Әйюхал муддассир, ей бүркенуші, тұр да ескерт. Яғни халықтың алдындағы міндетің да,
халыққа барып Алланың жолдауын жеткіз. Енді ол халыққа барып Алланың жолдауын жеткізетін кезіңізде, құрметті жамағат, ол халық бетіңе түкіріп жіберсе ше, сен сол жерде бітуің мүмкінсің. Сол жерде бітуің мүмкін, сен бүкіл еркектігі де шаруаңда барлығы да. Ол түкіріп жіберген кезде сіз таусылмайтын адам болып тұру керексіз. Таусылмайтын, Раббым кешірші, қауымым білмейді ғой депті. Біреуге бей жынды дейді, ол пайғамбарымыздың өмірі оңай болған жоқ, құрметті жамағат. Ол арып бүйтіп жүрген кезде артынан барып біреудің итеріп кетуі, анау Абу Лахабтың барып жолына тікенектер төсеп жүруі, әйел екеуі мысалы, қайта барып ана Абу Лахаб деген артында еріп жүрген кәдімгі базарда бүкіл жерде өзіне жұмыс тауып алған ол. Қараңыз, жұмысы қандай? Мұхаммед таңертең үйден шыққан кезде салlallahu артынан қоса шығады. Сөйтіп ол, ей адамдар деп сөйлей бастағанда, тыңдамаңдар, бұл жынды, мен туысқанымын, мен жақсырақ білем ғой. Сен ойлаңыз ол сөз, сен қандай сабыр ете аласың ол сөзге? Сөзіңді үзіп жібереді сол жерден да. Адамдар тарап қашып кетеді. Не істей аласың? Сен ойла, сенде психикаң, сенде қандай дін қалай келген? Бұл дін қалай келген? Сен бүгін не істеп жүрсің ол дінмен? Осы нәрсені ойлану керек та. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамдарға шығатын кезде ол таусылып қалмайтындай, ол керісінше түсіне білетіндей, наданмен надан болмайтындай. Көрдіңіз ба? Оған қуат керек, рухани қуат керек. Қайдан алады ол рухани қуатты? Алла тағала айтады, ол рухани қуатты мен саған мына жақтан беремін дейді да, Музаммилді түсіреді. Соны назар аударайық аяттарына. Сол кезде Алла тағаланың қалауымен осы сүре түскен екен міне. Алғашқы аяттарына оқимыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхал музаммил. Ей көрпеге бүркеніп жатқан. Түнде ұйықтап жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сенің түнің кеше мысалы, сенің күнің адамдардың күнінде емес, сен тұрып Алла үшін қызмет жасау керексің десе, мына жерде сенің түнің адамдардың түнінде емес, сенің түнің мындай болады. Сөйтіп түннің ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға осы бұйрық келіп, қум, тұр ей пайғамбар. Нені? Әллейла, түнді тұр, түнді ұйықтама дейді. Қаншасын? Илля қолила, азғантай ғана уақытын айтпағанда, көп бөлігін бер дейді маған. Мен саған құю керекпін дейді нұрды. Мен саған құю үшін сен тұрып сұрау керексің дейді соны. Сөйтіп сол құйылғаннан кейін сен ертең таңертең далаға шыққанда сенде мықты күш болады. Сен бүкіл нәрсені көтере алатын боласың. Ал егер бұл күш болмаса, сен сынасың. Міне. Қараңыз, біз далада көбінесе шыдай алмайтын себебіміз адамдардан. Өйткені бізде байланыс, біз түнде алладан қия алмай жатыр, өзімізге ештеңе алмай жатқаннан кейін таңертең біз сынақтарға шыдамаймыз. Таңертең бірінші шығып бара жатқан кезде біреу су шашып кетуі мүмкін. Ол сол кезде қалай болады ол? Өзіңіз ойлаңыз, әр нәрсе сынақ өмірде. Автобуста қыстырылып қалсаң, пробка болып қалған кездің өзінде, мына пробка деп тұрсаң, сенде ештеңе жоқ, қиылған деген сөз ол. Сенде еш нәрсе қиылмаған бізге. Соқтан біз жаңағыдай не істеп жатырмыз, эмоциямыз кетіп жатыр ана жерде. Міне бір пробканы ай, ол сен сөйтіп сөйлегенмен ол өзгеріп кетпейді ғой ол. Көрдіңіз ба? Сондықтан сен дайын болу керексің кез келген ситуацияға. Міне қараңыздаршы, қандай әдемі нәрсені аталы үйретіп жатыр. Енді жүрегі Алла деп тұрған пайғамбар саллаллаху кеше айттық қой, махаббат, Алладан басқа нәрсе қазір қызықтырмайды дедік қой. Сол Алласы сөйлеп жатыр ғой міне. Ананы одан сайын пісіру үшін ана жүректі да. Ей бүркенуші, түнде тұр. Азғантай бөлігін ғана айтпағанда, түнде тұр намазға, дұғаға, зікірге. Міне. Қаншасын тұру керекпін? Нисфаху, жартысын. Мысалы түнгі уақыт 9 сағат болса, құрметті жамағат, егер түн 9 сағат қамтыса, бұның жартысы қанша болады? 4,5 сағат дейік. Сонда қараңыз, Алла тағала кәдімгідей 4,5 сағатын тұр дейді. 4,5 сағат сен өзіңе түсіп жатқан Құрандарды оқисың, Фатиханы оқисың бағанаға, сәжде жасайсың, руку жасайсың. Сахабалар түсіндірген кезде, құрметті жамағат, пайғамбарымыз дейді, түнгі намазды оқыса дейді, ол рукухта, қиямда қанша тұрса, рукухта сонша тұрғанын көрдім дейді оны. Осындай нәрсені көрдіңіздер ме мысалы? Ол рукухта, қиямда Құранды қанша оқыса дейді, ол белін бүккен кезде рукухта нәпіл намазда түнгі, оның рукухта сонша тұрғанын көрдім дейді. Сосын рукухтан көтеріліп сәждеге кеткенде, сәждеде сол қиямы қандай ұзақ болса, сәждесі сондай ұзақ болған дейді. Қараңыз, бұл не деген жүрек бұл? Қараңыз.
Көрдіңіз ба? Сондықтан ол қазір жаңа қиямда ол жарты сағат тұрса, ол жарты сағат рукухта тұрды, 1 сағат кетті деген сөз. Одан кейін 2 сәждесіне 30 минуттан қос ол. Көрді? Оның бір ғана рәкағатына 2 сағат кетті деген сөз да. Ол пайғамбар саллаллаху түнгі намаздары деген нәрсе, 8 рәкағат деген нәрсе бар ғой. 8 рәкағат оқыған деген, 11 рәкағат жа өтірмен қосқанда, ол 8 рәкағат деген, осы 8 рәкағат қой ол. Көрді? Ол 4,5 сағат тұратын намазды айтады. Соқтан Омар радиаллаху анху бұны біз бұндай нәрсені істей алмаймыз, кейін қауым болған жарамайды үмбет. Біз жаңағы қиямын емес, рәкағатын көбейтейік деп ауыстырған Омар радиаллаху анху. Сөйтіп ана мысалы тарауих деген бейнеде ғана танылып жүр ғой ол қазір. Мысалы 20 рәкағат деген нәрсе. Ол пайғамбарымыз оны 8 рәкағат оқығанда, ол осылай оқыған оны. Ол түн 9 сағат, 4,5 сағат намазда тұрады. Ар жағын қараңыз. Ауын құсминху қолилі, не одан сәл кеміт дейді. Яғни бұл 3-тен 1 деп түсіндіреді ғұламалар. 3-тен 1 дегеніміз 9 сағат, 3 сағат. Қараңыз, жартысын тұр, 4,5 сағат тұр, немесе 3 сағат тұр. Енді бізде 3-тен тағы азырақ болам екен деген, арғарай кеміп баратқаннан тағы да бір кемейтсет деп ойлаймыз ғой. Қарасаңыз, алтыға жол бермейді екен да. Ау, немесе қос дейді, кеміт демейді арғарай. Аузида алейхи, немесе қос оған деген 3-тен 2 деп түсіндіреді ғұламалар. Бұл деген сөз 6 сағат. 4 сағатын тұр, не 3 сағатын тұр, 4,5 сағат, не 3 сағаты, не 6 сағат. Саған қиямыз деп отыр ғой. Сол тұрған кезде ораттилер Құр'ана тәртилі, саған Құранның аяттарын түсіріп атырық. Сол өзіңе түсіріп атқан Құранның аяттарын сол тұрған кезіңде, намазға тұрған кезіңде мәнерлеп оқы дейді. Сахабалардың түсіндіру бойынша Альхамдулиллахи Роббил Алемин деп, сен өзің үшін Алламен тұрсың ғой. Көрдіңіз ба? Соны бізде көбінесе жаңа біреуге жаңағыдай имам болған кезде созамыз да, өзіміз оқығанда тез оқимыз ғой. Сондай нәрселер бар. Соғат сен жалғыз тұрғанда мәнерлеп оқуды үйрен дейді. Сол кезде біреуге имам болған кезіңде сенікі дұрыс болып шығады. Тең-бетең түсесің онда. Соқтан осы нәрсе бәрі тәрбиелеуге, мына ішті толығымен Аллаға шын қылуды, шынайы қылу. Ол мақсат Алла тағаладан құлды тәрбиелеудегі құлды тазалау жанын. Көрдіңіз ба? Соқтан пайғамбар саллаллаху сен түнде сол жартысын немесе 3-тен 1 бөлігін, немесе 3-тен 2 бөлігін тұрда, сосын сол тұрған кезіңде Құранды мәнерлеп оқы дейді. Мысалы, мәнерлеп оқыған кезде де жаңағыдай қарасаңыз, мысалы, Инфитор сүресін алатын болсаңыз, пайғамбарымызға түсіп жатыр сол кезде, мысалы, аяттар. Изассамаун фатарат, аспан жарылған кезде, мысалы, жұлдыздар шашылып құлаған кезде, қияметтің бағасын несін беді. Ваизал бихару фуджират, теңіздер, мұхиттар жарылған кезде. Ваизал қубуру буасират, қабірлер қопарылған кезде. Алимат нафсумма қаттамат уахарат. Сол күні ғана адам біледі, нені ілгері жібергеніне ақыретке, жақсылық па, жамандық па, нені кешіктіргеніне ақыретке. Қанасы, ана аяттың қасында пайғамбарымыз тұрады, сосын сахабалар айтқандай жылайды дейді. Жәннат туралы айтылса, соны сұрап тұрады дейді, мысалы. Нәпілде түнгі намазда жәннат туралы, тозақ туралы айтса сыйынады дейді. Көп адам жұмыс істеп отыр Құранмен. Оның киносы сол да. Бізге бүгін кинолар деген нәрсе, оның қаныз, олардың анжақта Мұсаның тарихын алып келеді. Ана теңіздің жарылғаны, өзіңіз ойнатқандай 2 таудай болды дегендей. Ол күллі нәрселер, оның күллі керекті нәрсесі. Бүгінгі күні кинолар, андай-мұндай нәрселер еш қайсы бере алмайды, ондай эффектті пайғамбарымызға Құран берген дейді. Сахабаларға да кетті осы эффект. Көрдіңіз ба? Олар тұрады өстіп. Пайғамбар, Алланың елшісі оқып жатыр. Я юхал инсану ма ғаррака би роббикал карим. Мысалы, ей адам баласы, не сені менен алдап кеткен? Қараңыз. Не сені сонша мені ұмыттырған деп жатыр да. Әлләзи халақака фасауака фаадалак. Ол еді ғой сені жаратқан, сені түзеген, сені адам қылған. Ва инна алейкум ла хафизин. Сөйтіп ақиданың келесі тақырыбы ашылады, иманның. Сөзсіз сендердің үстілеріңде
амалдарыңды жазып сақтап жүрген періштелер бар. Қараңыздар қандай кетіп жатыр. Кироман катибин. Олар еш нәрсені артық жазбайтын ардақты жазушыларым ғой дейді менің. Қараңыз. Я'ламуна ма тафалун. Сендердің не істеп жатқандарыңды біледі дейді. Қараңыз, иманның келесі тақырыбы кетті. Періштелер, жазатын періштелер. Міне сахабалардың жүректері күннен күнге қандай өзгерістерге әкеп жатты. Алла Тағала аяттар арқылы өзінің білімін таныстырып жатты. Мысалы жаңағы Қоф сүресіне қарасаңыздар, «Валақад халақнал инсана», сөзсіз біз адамды жараттық. «Ва нағламу ма туасвису бихи нафсуху», және біз адамға оның жанының, нәпсісінің не сыбырлап жатқанын білеміз дейді. Қараш, бір нәрсеге қарай қара деп жатқан кезде, бір нәрсеге қарай алып ал деп жатқан кезде дейді, біз білеміз дейді нәпсісінің не сыбырлап жатқанын. Қараңыз, сахабалар қалай тәрбие кетіп жатыр жан тазалығы. Субханалла, Алла бәрін біледі екен ғой, бәрін көреді. Сосын атал одан сайын түседі, жақындатады да. «Ва нахну ақрабу илейхи мин хаблил варид». Сөзсіз біз адамға ана күре тамырынан да жақынбыз дейді. Сен қалап үлгермейсің, біз қалап қаламыз дейді Алла Тағала. Көрдіңіз ба? Қалаймыз алып кете саламыз, сен қалап үлгере алмай да қаласың дейді. Тамырыңнан да, күре тамырыңнан да жақынбыз дейді біз. Сосын мына нәрселерді айтады. «Ва из яталаққан яни әл-муталаққияни». Ана екі қабылдаушымыз қабылдап жатыр ғой дейді. Қараңыз, екі періштен айтып жатыр да. «Анил ямини», біреу оң жақта, біреу сол жақта, «Қоғид», екеуі отыр дейді баяғыдан, сен балиғатқа толғаннан жазып жатыр. «Ма ялфизу мин қаулин». Адам аузынан бір сөз шығарса болғаны, «Илля ладайхи рақибун атид». Алдында әзір тұрған бақылаушымыз бар, тарс еткізіп кітабыңа жаза қоятын дейді. Міне өмір қалай таныстырылды отыр оларға. Сосын өлімді таныстырады. «Ваджаат сакратул маути бил хаққи». Сөзсіз өлімнің мастығы саған ақиқатымен келеді дейді. Ақиқат деген нәрсесі, құрметті жамағат, ол. Әрбір нәрсенің өзінің ақиқаты бар. Біз қазір білеміз, өлім келеді бізге деген нәрсе. Бірақ біз оның қалай келетіндігін білмейміз да. Мысалы, мына жерде резеткада тоқ тұрса, біз білеміз, мына жерде тоқ өтіп жатыр. Егер оған сым тигізіп қалса, оның ұрып жіберетінін біз білеміз. Бірақ біз қалай ұратынын білмейміз, тоқты сымды тығып көрмейінше де. Әр нәрсе, сол өлім ақиқатымен келеді. «Залика ма кунта минху тахид». Есіңде ме, сен осы ажалдан қашып жүрген едің ғой деп. Міне бүгін қаша алмай жатсың сен деген нәрселер. Қараңыз, аяттар қалай жүректермен сөйлескен да. «Ва нуфиху фис-сури», бұл бер жағы ғой дейді Алла Тағала. Ертең сұрға үрленеді дейді. Міне қияметке деген иман. Құранның күнде қайталанып осындай аяттар түсіп жатыр. Ертең сұрға үрленеді. «Залика яумул вағид», ол сендерге ескертілген күн. «Ваджаат куллу нафсин маха саиқун ва шахид». Әрбір жан ол күні, әрбір сахаба өзін ойлап жатыр, әрбір мұсылман, қараңыз. Әрбір жан ол күні келеді. Оның қасында оны айдап келетін періште болады дейді қабірінен. Және екі куәгер періштесі болады. Амалдары жазылған, Раббымыз кітабы дайын деп. Ойлаңызшы, қандай сотқа апаратыр да. «Лақад кунта фи ғафлатин ма хаза» деп айтылады оған махшарға келгенде. Міне, сен мына нәрседен ұйқыда ғаплетте едің, өтірікке санаған едің сен наның бәрін. Міне, «Факашафна анка ғитоака». Міне бүгін пердеңді аштық дейді. Махшарды нақты көріп тұрсың. Әне тозақ мысалы дегендей нәрселер. Міне, «Фабасарукал яума хадид». Көзің не деген өткіреді бүгін дейді. Бірақ иман пайда бермейді. Көріп тұр күлін нәрсені. Осындай аяттар, құрметті жамағат, бірінен соң бірі меккелік аяттардың барлығы Алла, ахирет, қиямет, есеп, кітап оң жақтан, сол жақтан. Одан кейін мына дүниеге бір кіретті. Аспанға қарамадың ба, жұлдызға қарамадың ба, суыңа қарамадың ба, жұп-құп жараттық. Нығметтерді еске салады, қайтаран ақыретке кіріп кетеді. Тозақтың жағдайына бір кіреді, жәннаттың жағдайына бір кіреді. Осындай бұл кинолардың көзін сериалмен түсіреді ғой. Бұның барлығы қайдан шықты десеңіз, құрметті жамағат. Бұл бірінен соң бір түсіп жатқан сүрелердің әсері ғой. Көрдіңіз бе қандай? Бұл да сондай. Міне бүгін уақыт түсті. Ертең не түседі екен? Ертең келесі нәрсе түседі. Ол одан сайын билейді оның жүрегінде. Осы сахабалардың жағдайына қарасақ, сол кезде Нұр сүресіндегі аят еске түседі, құрметті жамағат. Сол
жаңағы 40 шақты адам дедік қой, ерлері, әйелдері, тағы да басқа пайғамбарымызға алғашқы жауап бергендер, осы Дарул Арқамда тәрбиеленіп жатқандар. Сонда Аталандай бір аятын айтады, аузу биллахи минаш шайтанир ражим, Аллаху нуру самавати вал ард дейді. Алла Тағала көктер мен жердің нұры дейді. Көктер мен жердің нұры. Сосын айтады, бізге қажетті нәрсесін айтады да. Алла Тағала көктер мен жердің нұры дегеннің оның мағынасы өте көп. Бірақ ол бізге керекті бір ғана тармағын сөйлейді қазір. Мәсәлу нурухи дейді. Оның дейді, мұъминнің жүрегіне қарай берген нұры дейді, иманды айтып жатыр. Мысалы, Абу Бакрге берді, Османға берді, Билалға берді, мысалы. Сол иманды сөйлейді Тағала. Оның нұрының мысалы дейді, ана мұъминнің жүрегіне салып жіберген иманды айтып жатыр ғой, нұрды. Камишкатин, мынандай бұрынғы олардың кездерінде мынандай сарайлар болса, мына жерде бір шұңқыр тұрады былай. Тесік, кетік. Мына кетіктің ішіне шам қойылады. Жағатты, арқырай жарқырайды, сыртына шыны тағады дегендей нәрселер. Сол мынаны камишкатин, бір тетікке ұқсайды дейді. Фиха мисбах, оның ішінде шам жанып тұр дейді. Мына тетік деген нәрседе мұның жүрегін айтып жатыр ғой. Май шамды елестете беріңіз. Ауылдағы кәдімгі май шам пілте шығып тұрады ғой. Сол пілте ана тетіктен шығып тұр. Көрдіңіз бе? Тетіктен шыққан пілте жүректегі нәрсені айтып жатыр. Сосын Аталы жүрегі иманның нұрын жақты да сіздің жүрегіңіз жанды. Жүрек тірілді. Оған дейін жоқ еді ол. Оған дейін жоқ еді. Соны айтып жатыр. Оның нұрының мысалы сол тетікке ұқсайды. Тетіктің ішінде шам жанып тұр дейді. Әл-мисбаху, бұл шам сужажа. Бұл шамның сыртында шыны бар дейді, әйнек. 14 ғасыр бұрын сөйлеп қойған. Қазір лампа деген нәрсе әлі одан артық нәрсені шығармай жатыр ғой, біз болды. Осы шынымен қалады, осылай болды. Одан артық нәрсе жасай алмайсың. Аталы атап қойған. Анау алыстағы нелердің жаңағы шамдары жанып тұрған бір үлкен прожекторлерге алыстан кетсең де кейде бір жұлдыз сияқты көрініп тұрады. Қазір ол нәрсені де келтіреді да, мысалға. Сол шамның сыртын шыны қамтып тұр дейді. Әл-мисбаху фи зужажа. Az-зужажату каннаха каукабун дурри. Ал енді ол шыны әйнек дейді. Бір жарқырап тұрған бір жұлдызға ұқсайды дейді. Міне, алыстан қара келтіріп жатыр. Мұъминнің жүрегін сипаттап жатыр да, иман келгеннен кейінгі жүрегін сипаттап жатыр. Юқаду мин шажаратин мубаракатин зайтунатин ла шарқиятин ва ла ғарбия. Сол кезде олар майшам жаққан кезде зайтун деген ағаштың майынан қолданатын олар. Май жағат, маймен сіңкен от жағаты жанады ғой. Сондықтан сол мысалды келтіріп, бұл жүректегі нұр дейді, қараңыз. Бұл тамызылады, от алады, сондай бір ағаштан деп мысалға келтіріп жатыр ғой. Ол ағаш берекелі ағаш дейді. Құранда айтып жатыр. Берекелі ағаш, зайтуна дейді да, бұнда сипаттап. Бұл шығыста да, батыста да жоқ дейді. Ешбір базардан таппайсың деп отыр ғой. Алланың өзінен келген да. Басқа зайтунның майын ана алтын ордадан сатып аласың, ана жақтан сатып аласың ғой енді. Батыстан, бұл жақта жоқ болса батыста бар, батыста жоқ болса шығыста бар, әйтеуір бір жерден аласың. Бұл батыспен де шығыспен де қарым қатынас жоқ дейді бұның. Бұл Алланың өзінен келген дейді. Көріңіздерші. Якаду доуху юдиу. Бұның дейді жаңағы якаду нуруху жаңағы юдиу валаулам тамсасхуннар. От тамызылмай жатып лап етіп тұр ғой дейді бұл. Бұл Алла Тағаланың ертең қандай аят түседі екен деп тұр дейді да. Сөйтіп аят оған келген кезде бүйтіп лап ете қалған одан сайын жаңа түседі дейді. Қараңыз оның шамы қандай. Ол өшпейді. Көрдіңіз бе? Құраннан жаңағы. Сонда Алла Тағала не дейді? Нурун аля нур. Иманның нұрына Құранның келесі нұры келеді да лап етеді. Келесі нұры келеді, лап етеді. Келесі нұры келіп, лап етеді. Міне Алла Тағаланың мұъминнің жүрегіндегі нұры қалай жұмыс жасайды. Көрдіңіз бе? Міне осыны айтып жатыр. Осылай мысал келтіріп жатырмын ғой дейді Алла Тағала сендерге, түсіндіру үшін жаңағы иманның қандай нәрсе екендігінде. Енді осы нұр жүрекке салынғаннан кейін, ата келгеннен кейін сіз Құран оқып жатасыз. Мына үйлерді енді мақтайды. Қараңыз, мешіттер, жаңағы Дарул Арқам еді ол. Дарул Арқам,
Сосын пайғамбарымыз Хадиша анамыздың жаңа үйіне барған кезде ол жақта оқиды. Абу Бәкір өз үйіне барып оқиды. Абдурахман ибн Ауф өз үйінде барып оқиды. Кейде олар үйде адамдар, көршілер, сосын біздікіндей емес, қабырғалардан күллі нәрсе естіліп тұратындай жағдайда да болған да. Құран оқып қойса, соның өзін жаңағы даусыңды бәсеңдетіп оқы деп Алла Тағала күллі әдебін үйретеді оларға. Міне сол жүрек пен Құранның арасындағы байланысты түсіндірген кезде Алла Тағала айтады: фи буютин, яғни біз енді қызығып кетіп, адамдар, менде бұндай нұр маған да керек болып тұр десе біреу, қалай алсам болады, қайдан алсам болады ол нұрды десе, Алла Тағала айтады: фи буютин, ол сол үйлерде ғой дейді. Яғни мешіттерде қазір. Ол кезде пайғамбарымыз Әл-Харам мешітінің алдына сабақ бере алмады. Құранды өзде оқи алмады. Ол Әл-Арқамның үйінде оқыды. Бүгін Әл-Арқамның орындана күллі мешіттер сол Әл-Арқам үйінің қызметін атқарады. Күллі медреселер де соған істейді. Міне. Сол жаңағындай сол мақсатты соған қарай жаңағындай жан тазалығы деген нәрселерді егер жаңғыртатын болсақ, сонда сол үйлерде дейді. Ары қарай тыңдаңыздар. Фи буютин азиналла, Алла Тағала өзі рұқсат еткен дейді бұл үйлердің тұрғызылуына. Жаңа кімде мысалы Арқам өз үйін сыйлай салды пайғамбарымызға. Біздің үйде бола берсін бәрі. Уахидың орталығы ғой енді, керемет тәрбиенің орталығы да. Сонымен сіздің үйіңізде, сіз де барып ата жүрегіңіз иман бергеннен кейін, сіз де Құран ашып бір сағат оқып отырсаңыз, сіздің үйде де болып отыр ол. Қараңыз, тек сіз оқыған кезде жаңағы аятты қараңыз, сен мәнерлеп оқыш дейді. Сен білім алу үшін оқысаш дейді. Мәнерлеп түсіну үшін оқыш дейді оны. Көрдіңіз бе? Біз сол мәнерлеп түсіну оқитын болсаң, ана нұр қосылып керемет нәрсе болады. Әйтпесе жаңағыдай алиф лам мимнің сауабын алып деп оқи салуымыз мүмкін біз. Бірақ біз сол жаңаға мінезбен жүре беруіміз мүмкін, ана жаққа коридорға шығып қайта ұрысып атуымыз мүмкін дегендей нәрселер. Сондықтан бұл нұр өзінің жұмысын істеу керек та. Сондай үйлерде Алла Тағала рұқсат берген. Ан турфа фи ва юзкара фиха исмуху. Сол үйлерде Алланың есімдері еске алынады дейді. Сосын қараңыздар, өте маңызды нәрсе. Юсаббиху билгудуи ва расул. Дәріптеп жатыр оны. Субханалла, алхамдулилля. Немесе намаз оқып дәріптеп жатыр. Таңғы уақытта және кешке таман асыр уақытында деп жатыр да. Сол кезде кімдер деген сұрақ қояйық. Қараңыз не деп атайды? Еркектер дейді. Құран еркектер деген тақырыпта келді да. Еркектер дейді. Еркектер дәріптеп жатыр дейді оны. Жаңағы үйлерде жүректерін Алла нұр беріп, Құраннан тағы нұрды үстіне сұрап жатыр дейді. Қандай еркектер ол? Кім ол еркектер деген Құранда? Құрандағы еркектер мындай дейді Алла Тағала. Яғни әрбір адамның өзінің ортасында еркектер деген тақырып бар ғой. Міне, онымен қатысы жоқ дейді. Құранда еркектер дегеніміз мынау дейді Алла Тағала. Ол қандай деген? Ла тулхихим. Оларды алаңдата алмайды. Оларды алаңдата алмайды тижара. Үлкен сауда. Бизнес. Бүгінгі нәрсе бар ғой. Қазір әртүрлі сөздерді үйрендік қой. Мәселе жаңағыдай үлкен бизнес, шағын бизнес деген нәрселер. Мәселе ол үлкен бизнес, шағын бизнес емес. Мәселе үлкен бизнес пен шағын бизнестің сізді алаңдатпауы Алладан. Сол керек. Егер сіз сол үшін үлкен бизнес пен шағын бизнес деген сөзді білсеңіз, онда ол алхамдулилля. Егер ол алаңдататын болса, онда ол жақсы нәрсе емес ол. Көрдіңіз бе? Соқтан Алла Тағала соны айтып жатыр. Еркектер оларды алаңдатпайды. Тижара, үлкен бизнес. Валя бейғун, шағын бизнесте дейді. Қараңыздар. Енді адамның көбінесе айтатын, мен жұмысым көп дейді ғой енді. Мен жұмысым көп, оны оқу үшін босау керек күлін нәрселер деген нәрселер болады да адамда. Алла Тағала айтады, бұл еркектер дейді. Алла Тағала жүрегіне нұрды салып жүргеннен кейін дейді. Иман деген нәрсе жұмыс істеп жатқаннан кейін, Алласын танып, Алланың дидарын қалап жатқаннан кейін, оларды сауданың күллі түрі алаңдата алмайды. Неден? Ан зикрилля, Алланы еске алудан. Яғни Алланы бір еске алайыншы деп отырып, субханалласын 100 рет айтудан, немесе астағфирулласын айтудан. Көрдіңіз бе? Және ва иқамис сала, намазымды оқып алайын деп, намазын оқудан алаңдатпайды дейді саудасы. Өйткені ол біледі, сауда емес оған ризықты әкеп жатқан Алла. Сауда тек оған Алла Тағаланың алғы шарты берген. Сен осылай еңбек ет, мен саған берем деген да. Бірақ намаздың уақытында, жаңағы намазбен 2 уақытта әкеп қалатын болса, ол кезде намаздың алдында күллісі құлайды сіздің жүрегіңізден. Жүрегіңізден құлай салады ол. Болды. Сөйтіп намаз көтеріледі да.
намазды атқаруларынан, вайтай зака, зекетті берулерінен. Зекет деген екі мағынада, мысалы көбінесе жаңағы мединалық уақытта ол малдың зекетін беру, садақа, зекет деген нәрселерді жаңағы қозғаса, меккелік кезеңде жанды тазалауды қамтиды. Жанды тазартуды. Неге бұл кісілерді алаңдатпайды? Неге? Яхофуна. Өйткені ол кісілер қауіптенеді дейді. Яғни менің еркектерім қорқады дейді Алла. Неден? Ол бірақ нәрседен қорқады дейді олар. Дүниеде ештеңеден қорқпайды дейді олар. Бірақ олардың қорқатын нәрсесі яуман татақаллабу фихил қулубу вал абсар. Жүректер мен көздер төңкеріліп, мазасы кететін қияметтің күнінен қорқады дейді. Шіркін-ай, сол күні көзіммен осы дүниеде Аллаға мен түрімді осылай дидарымды қойсам, осы қойған күйімді өтіп кетсем мен, ертең қияметке барғанда да бұлай жалтақтамай түзу тұрар деп қорқады екенді. Ал егер бұл дүниеде көрінген нәрсеге жалтақтайтын болса адамның көңілі, ол күні оған тыныштықты кім береді? Сондықтан Алла Тағала айтады, ол сондай күн дейді. Оның ауырлығы жүректер мен көздер төңкеріледі, жоғалтады өзін. Оның ықпалы ол дүниедегідей емес. Ол өте қиын жағдайлар жасайды адамның бойында. Физиология басқаша болады қияметте. Сөз бар? Мына көздердің төңкерілуі, жүректердің қозғалуы деген нәрселер. Міне сол адамдарды Алла Тағала осы нұрмен жұмыс істеп жатқан осы құлдарын, осы еркектерді ертең қиямет күні дейді, өте жақсы сауаппен жарылқайды дейді. Яғни істегендерінен де артық қылып жарылқайды дейді. Және өз кеңшілігінен тағы қосады дейді оларға. Қараңыз. Ол кеңшілігінен қосылатын нәрселердің бірі, құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, Аллах Тағала қиямет күні мүминдерге айтады дейді, жәннатқа кіргеннен кейін, менен тағы бір нәрсе сұрайсыңдар ма деп. Сонда әбден қияметтің қорқынышынан аман қалып жәннатқа кіріп қойған құлдар айтады екен, Раббымыз тозақтан құтқардың, жәннатты сыйладың, күнәларымызды кешірдің, бұдан басқа біз не сұрай аламыз деген кезде Аллах Тағала пердені ашып дидарын көрсетеді дейді. Сол кезде жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, оларға берілген нығметтердің ішінде дейді, Алланың дидарына қарау деген нығметке жететін нәрсе болмай қалады дейді. Құрметті жамағат, сахабаларға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям аяқпен де, хадиспен де жүректерін осылай, осы дарул арқамда керемет жаңағы дәрежеде тәрбиелеп атты. Өйткені бұл кезең, құрметті жамағат, 3 жыл уақыт кетті ғой. Мына 3 жыл уақыттан кейінгі келетін кезеңді Алла Тағала ол кезеңнің өзінің сынағы болады. Ол кезең өз сынағымен келеді, өз қиыншылықтарымен келеді. Мынандай болмайды. Мына 3 жылдағыдай болмайды. Қазір аяқтай салайын. Мына келесі кезеңге өту үшін мына 3 жыл бойы керекті құралдардың бәрін берді ғой Алла Тағала. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Иман, сабырлық, төзімділік, махаббат, күллі нәрселерді, күллісі берілді. Өйткені ертең 3 жылдан кейін Алла Тағала келесі кезеңге өткізіп жіберген кезде ол күллі құралы болғандықтан ол кезеңді дұрыс түсіне алады. Түсінесіз ба? Егер де ол құралдары берілмесе, мына кезеңде адам қиналып кетеді. Көрдіңіз ғой? Сондықтан Али Имран сүресінде Аталла айтады: "Ма кана Аллаху лиязарул муъминина ала ма антум алейхи хатта ямизал хабиса минат тайиби." Қай заманда болмасын, Алла Тағала ешқашан мүминдерді мына сендер болып жатқан халде, осы халде жалғастыра бермейді, сапалыларыңды сапасыздан ажыратпайынша дейді. Көрдіңіз ба қандай нәрсе? Өйткені сондай бір сынақтар келсе, ертең мысалы айтайық, Алла сақтасын, ешкім ондай сынақ сұрамайды. Пайғамбарымыз да сұрамаған, бірақ 3 жылдан кейін оңай болған жоқ келген басына келген қиыншылықтар. Көрдіңіз ба? Сондықтан адам осы келесі кезеңге қарай өтуіне дарул арқамда күллі құралдары берілді. Сол құралдардың ішіндегі маңыздысы Алламен мықты байланысу. Соны аяттарды бір оқып шығайын тез-тез. Міне жаңағы ей бүркенуші, түнді тұр, аз ғана уақытын айтпағанда, оның жартысын тұр, не одан кемітіп 3/1 бөлігін тұр, не оған қосып 3/2 бөлімін тұр. Осы тұрған кезіңде Құранды мәнерлеп, түсініп оқы. Өйткені біз саған ауыр сөзді түсіреміз дейді.
біз саған ертең ауыр жауапкершіліктерді түсіреміз. Міне, сен соның бәріне дайын болу керексің деп жатыр да. Осы Құранның жаңағы жауапкершілігі, бұл үшін сен осы дүниеде бұл ауырлығы сонда сен бұны жеткізіп болу керексің өзіңнің өмірінде. Ал қиямет күні бұның ауырлығы таразыңа түседі. Сөйтіп сен оның жемісін көресің да. Осы ауыр сөз Алла Тағаладан, ол ойыншық емес, бұл аманат. Өйткені бұл аяттар естідік те бойсындық деген характермен келуді қажет етеді бізден. Міне, бұның ауырлығы, серьезный, байсалдылығы, маңыздылығы осы жерде, құрметті жамағат. Ал енді қараңыздар, ары қарай сөзсіз саған түнде тұр деп атқан себебіміз, өйткені түнгі сағаттар, түнгі даму деген нәрсе бар дейді. Қараңыз, түнде рухыңды дамыту, түнде Алланың алдына келіп тұрып, Раббым деп намазға тұруың, күллі адамдар ұйықтап жатыр. Не жетпей тұр сізге деген дейді. Сонда күллі адам ұйықтап жатыр. Бірақ сен келдің де, алып келдің де, дәрет алып, жүрегіңді алып келдің. Міне, Алланың алдында тұрсың. Бұл не? Ашадду ватан. Бұл деген Аллаға қарай қадам басу ең мықты қадам ғой дейді. Бұл шын мәнде Аллаға қарай кетіп баратқан қадам. Бұл шын мәнде шайтанға, нәпсіге қарсы қойылған қадам дейді. Ол сені аламай тұр дейді түнде. Егер ол сені түнде ала алмаса, күндіз қайтып алсын деп отыр ғой. Сондай-ақ ақуам оқила, сондай-ақ сен альхамдулиллахи раббил аламин, барлық мақтау Аллаға тән деп сол намазыңды оқып тұрған кезде сөз тұрғысынан да ең түзу ғой дейді. Күндіз кім айтпайды дейді оны. Сен түнгі уақытта оятып айтшы дейді осыны. Сөз тұрғысынан да, характер, ішкі дүние тұрғысынан да керемет нәрсе. Сол үшін саған түнде тұрғызып жатыр. Ал күндіз дейді, инналака финнахари сафхан тауила. Күндіз сенің шаруаларың өте көп болады өмірде. Біздерге айтқандай, бізге айтсақ, күндіз сені таппай қаламыз деп. Күндіз сені таппай қаламыз мүмкін, түнде келіп ақыретіңді жасап алшы деп жатыр ғой. Сонда мақсат осының бәрінде қағидаң мынау болсын дейді. Ұраның уаскурисма роббика. Қай жерде жүрсең де Раббыңның есімін еске ал. Алла деп ұлықтап еске ал. Сосын ватабаттал илайхи табтила. Аллаға бірте түбінде бірақ толыққанды беріл дейді. Кел дейді саған. Толыққанды беріл дейді. Бірақ бірте. Бірақ толыққанды түбінде табаттал деген сөз беріл, ажыра күллі нәрседен деп жатыр ғой. Яғни пайдасыз нәрселерден ажырап, Алла Тағала жақсы көрген пайдалы істер үшін жұмыс жаса деп жатыр. Ең соңғы аяты жаңағы ол қандай Алла? Раббул машриқи вал мағриб, батыс пен шығыстың Раббысы. Ла илаха илля хуа, одан басқа тәңір жоқ. Фаттахисху вакила, міне соны өзіңе қамқоршы қылып алып дейді. Мысалы бүгін адамдар крыша іздейді. Пайғамбарымыз тәрбиелеген адамға Алла жеткілікті, жалғыз қалсаң да жеткілікті. Міне осы Алланың ұлықтығы. Ол қалай сені жақсы көреді? Алла жетеді саған. Ол кім не істейді саған мысалы? Соны айтады. Фаттахисху вакила. Міне әрбір адам өзіне бір қамқоршы іздеп жүрген шығар. Сен Алланы алып ал дейді қамқоршы ретінде. Батыс пен шығыстың Раббысы. Міне көрдіңіз ба? Сондай-ақ сабыр ет ей пайғамбар деп сабырмен аяқтады мынау аятта. Өйткені үш жылдың біз характеристикасын, жаңағы тәрбиесін сөйледік бүгін, құрметті жамағат. Енді 3 жылдан кейін ертең пайғамбарымыз салсамға қоғамға шығып, ей қауымым деп сөйлейтін күн келеді. Ол кезде өте қиын жағдайлар пайда болады, сынақтар, әртүрлі. Бірақ пайғамбарымыз салсамға сахабалар күллі құралдарын алып, ол кезеңге дайындығынан өтіп қойған. Алла Тағаланың даналығы, дәруір арқында 3 жыл бойы оларды пісіріп, келесі кезеңге зұлымдықпен емес, дайындалған, тәлімделген, тәрбиеленген, сондай бір керемет түрде шығарып салайын деп тұрды. Енді оларда сол кезеңнің майданына өтеміз. Келесі сабақтарымызда Құдай қаласа сол нәрселер болады. Осы сөзімді айтамын, және Алла Тағаладан өзім үшін де, сіздер үшін де кешірім сұраймын. Субханаллах, бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля аллах. Ақпарат ұнаса арнамызға жазыл.